Енді басынан басташы қайтадан. қалай? Жоқ, қызықтырақ деп. Подкасттың. Сен қызықтырақ деп алдыңғылардың бәрін андай бетіп сызып кете салдың да? Подкаст біткенше Жол. ұстаздың жарты подкаст ұстаздың замечаниясымен өтеді. Сіз Бегайдарұлы деймін, не дейін? Жоқ, мен сен біле өзі. Болды, ұстаз. Қалып жылдап жатыр ма? Ерсін Бегайдарұлы сізге сұрақ қойсам бола ма? Форматымызды өзгерттік деп сен нені өзгерттің сонда? Жоқ, вообще да? Шыны, форматты өзгерген жоқсың, өзгерткен жоқсың ғой сен? Алтыншы көз, мысалы алтыншы чакра, ол жаңағы, алтыншы чакра үшінші көз деп айтады да. Доктор Стрэнджті қарайтын болсақ, бір несінде, сериясында үшінші көзді шығарып қойған да. Соңғы сериясында. Үшінші көз шығарып. Бір подкаст көріп отырмын, ана бір коучер ма, кім? Менің діни білімім жоғары, бірақ дипломым жоқ деді ғой. Тура сол әңгіме болып тұрсыз. Бізде не болды? Мысалы, уақыт жағынан қарайтын болсақ, 2019-2020-да кәдімгідей көп тарап кетті да олар. Психотерапевттер. Намазхан психологпын деп жүргендерден көп естіген жоқпын, бірақ негізі жалпы естіп жүрміз. Чакрам бар, медитация, йогамен айналысу деген сияқты осындай мәселелерді. Батыстық психологиясына бір тура келетін бір-екі аят хадисті бір жерден естіп алған, немесе шығарып алған, соны жаңағыдай сыртына жабыстырып, өйстіп ұрып жүр мысалы. Ассалаумағалейкум, құрметті Михраб KZ арнасының көрермендері. Мінекей бүгін Алланың қалауыменен жаңа студияда жаңа тақырыпты қозғағалы отырмыз. Бүгін бізде қонақта Ерсін Әміре ұстазымыз келіп отыр, және де екінші қонағымыз бұрын алдыңғы подкасттарда орыс тілді подкасттарға қонақ болған бауырымыз Әлімжанұлы Арсен бауырымыз келіп отыр. Арсен бауырымызды жақыннан таныстырып өтетін болсақ, Арсен бауырымыз Нұр-Мүбарак Ислам университетінің бакалавры, Қазақ ұлттық университетінің магистрі, Алла қаласа болашақ докторанты. Құрметті ұстаздар, енді қазір әлеуметтік желіде барлығымыз көріп жүрміз ғой. Жаңағы психологтар көбейген, оның ішінде қазір ислами психолог деген айдар пайда болған. Енді ол ислами психологияны оқытып үйретіп жүргендер, немесе өздері сол психолог болып жүргендер, олар ислам дінінен қаншалықты жаңағыдай білім алған, алмаған, енді ол бір Аллаға мәлім. Бірақ дегенмен кейбір сұхбаттарды қараған кезде, немесе кейбір шәкірттер сол сұхбаттарын қарап, кейбір бөлінген видеоларды жіберіп жатады. Арасында енді діни әңгімелер айтқан кезде, Алла сақтасын, тіпті кейде күпірлікке дейін алып келетін әңгімелерді де байқап жатамыз. Сол себепті бүгін сіздерді осы тақырыпқа шақырдық. Әлбетте ұстазымыз көбіне ақида мәселесінен сөз қозғап жүрген жерінде елді жаңағы сенім нанымын туралап жүргеннен кейін ұстазымыз шақырып отыр. Арсен бауырымыз осы тақырыптарда тереңірек ғылыми зерттеулер жүргізіп, батыс мәдениетін зерттеп жүргеннен кейін, екінші бір жағы Арсен бауырымызды да осы тақырыптың бір шетін көтерсер, кеңірек ашып берер деп бауырымыз шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер, ұстаздар. Енді бірден сұраққа кірісетін болсақ, ұстаздар, мен де өзімен кеше осы тақырыпқа дайындалу барысында, мен үшін енді білмеймін, енді ол психология деген өте бұлыңғыр тақырып болғандықтан, бұны негізі біз командамызбен қанша уақыттан бері осы ислами жаңа психологтардың подкасттарда, тағы басқа жерлерде айтып жүрген сөздеріндегі кейбір сенім нанымға қатысты қателіктерді көріп жүргеннен кейін қарап отыра алмадық. Өзімізге де бұлыңғыр тақырып болғаннан кейін, осы тақырыпта түсіреміз дегеннен кейін кеше осы подкасттарды қарап жатырық, біздегі осы мынау коучерлердің айтқан сөздерін қарап жатырық.
сол жерде арасында мысалы кейбіреулер өздерін біз ислами психологпыз деп таныстырып жатыр. Ислами психологпыз деп таныстырып жатыр. Жалпы бұл ислами психолог дегендер кімдер? Бұлар қайдан пайда болды? Бұл ислами психолог деген термин, жалпы осындай атау бар ма жоқ па? Осыны түсіндіріп берсеңіздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Енді егер жалпы ислам ілімдеріне қарайтын болсақ, ислам ілімдері негізі енді 3 бағытта өрбіді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жибрил алейхиссалам келіп бірнеше сұрақтарды қойды. Сол сұрақтардың ішіндегі ең маңыздысы ислам не, иман не, ихсан не деген сұрақ болды. Енді осы иман не деген сұраққа байланысты бізде ақида білімі пайда болды. Ислам не деген сұраққа байланысты фиқх білімі пайда болды. Және ихсан не деген сұраққа байланысты тасауф, тазкия, ихсан білімі пайда болды. Енді ихсан білімі деп, ихсан жалпы хал ғой. Осы тасауф, тазкия, сулук білімі пайда болды. Және осы нәрселердің негізгі дерек көз ретінде Құран және соған сол Құраннан туындайтын وما يتفرع дейді, яғни содан туындайтын білімдер, бағана улумул Құран болсын, қырағаттар болсын, басқалар болсын. Және одан кейін хадис білімі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөздері, хадис біліміне қатысты ильмур риджал, яғни сол хадис жеткізушілерді зерттеу, одан кейін бағана иснад мәселесі, және осы екеуін түсінуге қажетті болған улумул ала дейді бізде, яғни инструмент ретінде қарастырылатын білімдер бар. Ол араб тіліне қатысты, араб тілінің бағанағы 10 білімі бар ғой. Араб тіліндегі 10 білім. Одан кейін бади, баян, маани, бағана наху, сарф, тағы да басқа да сондай фиқхул луға деген осындай білімдер, усул фиқх, Құран хадисті сон түсінудегі ережелерді қарастыратын. Яғни осындай білімдер бізде былайша айтқанда пайда болды. Енді соның ішінде қазір психология деген сөз көтерілген екен айтып жатқаным, жалпы бұл психология дегенді араб тіліне айлму нафс деп аударған. Psychology дейді ме, не дейді ағылшыншасында. Содан айлму нафс деп аударған, яғни адамның ішкі жан дүниесін жағдайын зерттейтін білім деп оған айлму нафс деген атау берген. Ал енді ескі біздің ғұламаларымыздың қалдырған еңбектерін, жалпы ислам тарихында қалыптасқан ілімдерді қарайтын болсақ, ішінде айлму нафс деген нақты кездеспейді. Ол жалпы нәпсінің жағдайы, нәпсінің халі, бұның барлығы сол жалпы осы тасауфтағы айлму сүлук, яғни адамның былайша айтқанда ішкі жан дүниесін қарастыратын білім. Бізде мысалы ақида сенімін қарастырады, фиқх оның сыртқы іс-әрекеттерін, дұрыс емес, мысалы уәжіп, парыз, харам, мубах деп солайынан іскі оның сыртқы іс-әрекеттерін, қимылын қарастыратын, зерттейтін болса, енді ихсан бұл адамның ішкі жан дүниесін, жүрекке байланысты, жүректің дерттері, жүректе табылу керек болған сипаттар, осындай мәселелерді қарастырады. Соның ішінде жалпы осы нәпсі, адамның нәпсінің жағдайлары деген сияқты осындай мәселелер қарастырылған. Әлбетте енді оның негізгі шарты бұл ол хадисте ихсан деген сұрақ қой. Содан туындаған осы адамның жан дүниесін қарастыратын білім, ол Құранның, хадистің төңірегінде қалыптасқан білім болып табылады. Неге? Өйткені Алла тағала Құран кәрімде нәпсімен ва нафси ва ма сауаха деп ант ішеді. Алла тағала нәпсіні жаратты
және сол нәпсіге қатысты нәрселердің барлығын Алла білуші, Алла адамзатты жаратты, адамзаттың жан дүниесін, оны не нәрсе түзетеді, не нәрсе бұзады, осының барлығын білуші болғандықтан да Құранда Алла тағала қалай баяндады, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде қалай түсіндірді, яғни соған негізделіп, былайша айтқанда адамның ішкі жан дүниесін қарастырады. Оны бізде сол тасауф білімі дейді. Енді кейбір психологияда қарастырып жатқан мәселелер осы әлгі осы жермен яғни сол біздегі бағанағы тасауф, сүлук біліміндегі кейбір мәселелермен ұқсасып кетеді. Ал енді бірақ егер бұл жерде олар бұны айлму сүлуктен, сол тасауфтан алып жатқан болса, онда ол өз алдына жеке бір ғылым білім емес исламдағы. Егер оны басқа жақтан алып жатқан болса, онда оған қаралады. Енді бұл қаншалықты бұл жеке бір білім ғылым ретінде оны қарастыруға болады, болмайды, ол жерде қаралады. Егер ол нақты өзгермес бағанағы бір ережелерге негізделген болса, енді жалпы білімдер бізде теориялық және тәжірибелік болып бөлінеді ғой. Тәжірибелік білімдер, оны адамдар зерттеу арқылы, мысалы Алла тағаланың осы әлемде жаратқан заңдылықтар бар, соны зерттей келе, мысалы бағанағы химияда, биологияда, физикада, бағанағы математика, алгебра деген сияқты. Енді бірақ математика енді ол тәжірибелік білім емес, улум ақлияға кіреді жалпы, яғни ақли білімдерге. Енді ол жерде яғни нақты бағанағы бір ережелерді зерттеудің нәтижесінде, тәжірибенің нәтижесінде ережелерді алып шығады. Ал енді адамның жан дүниесі ол сондай білім бе? Яғни бір нақты ережемен шығатын білім бе? Ондай емес, бұл ақиқат. Неге? Өйткені әлемде 8 миллиард адам болса, 8 миллиард түрлі, былайша айтқанда, характері бар, 8 миллиард түрлі, әрбір адамның өзінің болмысы бар. Сол үшін де бір егер адамды жаратушы Алла тағаланың өзі бекіткен ережелер болса, онда самиана ва таана, естідік деп бойсындық. Ал енді олар бір ережелерді алып келіп жатқан кезде оған қаралады. Ол Алла тағала бекіткен ережелерге қайшы ма, қайшы емес пе? Қайшы болса, онда біз оны кері қайтарамыз. Егер соны түсіндіруге арналған дүниелер болатын болса, онда ол бір жеке, олар бір жаңа бір нәрсе алып келіп жатқан жоқ, тек қана бұны бір тәсіл, яғни түсіндіру тәсілі, жеткізу тәсіл деп қарастыруға болады. Енді бірақ жалпы енді ол салада да адамдардың жеткен жетістіктері бар. Оны мойындаймыз. Ал бірақ енді олардың айтып жатқан нәрсесінің барлығы бірдей бір ғылыми факттер деп айтудан аулақпыз. Ал енді исламда жалпы мен қазір айтып кеткенде сол адамның ішкі жан дүниесін зерттеген, қарастырған білім бар. Алла разы болсын, ұстаз. Арсен бауырымыздың қосатыны болса. Ислами психолог дегенше, ислами психолог. Ареке, қосатыныз бар ма? Алла разы болсын, ұстаз. Да, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилlah, уассалату вассаламу аля расулилlah. Ұстаз негізгі маңызды мәселелерді айтып өтті. Алла разы болсын. Бұл жерде енді жаңағы жалпы психология деп қарастырғаннан кейін жаңағыдай көбінесе нақты ғылым ретінде бірінші жаңа бір фәлсафа, яғни сондай бір көрініс, бір бағыт ретінде қарастырған тарихына көшетін болсақ, именно жаңа философия деген секілді, енді былайша айтқан кезде ол грек тілінен алған ғой, алғашқы жаңа несі сөзін бастау, сайко деймін, сайко деген секілді. Сол оны негізгі жаңағы бізде сол магистратура оқыған кезде ғылым тарихы және оның түсінуге деген арнайы сала бар да, былайша ғылыми. Сол бүткіл кез келген мысалы көзқарас, кез келген идея, кез келген ғылым болмаса оның бағыты, оның ішіне бұл идеология болсын, қалай келді, қандай себептер болды, мысалы адамзат тарихында сол кездегі жағдай және бұның салдары қандай, және сол кездегі қандай шешім ұсына алды деген осының барлығын зерттейді.
ғылым тарихы осы жағынан қарастыратын болсақ, психология деген былай уақыт беріп бүйтіп шамамен есептесек 17-ші ғасырға қайтаруға болады да. Мысалы оның психологияның аталарының өздері де негізі философтар болған да, былайша философтар болған бірінші. Сократ деген сияқтылар. Былайша айтқан кезде именно философиялық тұрғыдан, яғни адам деген болмыс ол тек қана тірі материя, яғни органиканың өзі ғана емес қой. Бұл оның ішінде жаны бар да. Сондықтан осы жанға қайтарған кезде түбірлері жаңағы философияға қайтқан секілді гректерге оның түпкі зерттейтін болмысы, былайша айтқан кезде зерттейтін объект бар ғой. Сол адамның жанына қайтқаннан кейін, бұл да метафизикалық деңгейде болғаннан кейін, бұл негізі философиялық жаңа дискурс, яғни соны әңгіменің зерттейтін тақырыптың айналасында болған да. Сондықтан көбінесе осы жерде психологияны үш негізгі маңызды кезеңдерге бөледі. Бірінші, бұл яғни философиямен негізі соқтан туындаған. Ол жерде адамның жанын былайша айтқан кезде зерттеу, оның қажеттіліктерін, жағдайларын Құдаймен былайша айтқан кезде қатысты жаңағы байланыс, соны зерттеу болған. Сосын екінші кезеңін алатын болсақ, 18-ші ғасырдың кезеңі, ол психология жаңағы дамыған кезде. Ол кезде нақты бір жаңағы бір ғылыми концепциясы бар, нақты бір ғылым ретінде қалыптаспаған, бәлки жаңағы философиялық жағын жәмендеп бүйтіп алып тастаған, яғни бұл жерде метафизикалық тұстары бар, теологиялық тұстары бар ғой, яғни Құдаймен байланыс деген секілді. Сондай тұстарды жәмендеп түсірген. Одан кейін осы 18-ші ғасырдан кейін психологияның олар үшінші былайша айтқан кезде сол кезең бағытын дамуына әсер еткен. Осы үшінші жағы болған кезде олар енді кейбір қатты кеткен көзқарастары бар. Мысалы адамды зерттеген кезде мысалы тек қана объект ретінде адамның өзі ғана, яғни одан нені жаңағы рухани байланыс Құдайдың негізіне құрылған, Құдайдың өзі жаратқан, яғни теологиялық мәселелерді алып тастаған екен. Осы үш негізгі былайша айтқан кезде кезеңдерін қарастырады. Былай енді анықтама жағынан қарастыратын болсақ, мысалы айтып жатыр ғой, олардың аталарының өздері де жаңағы 18-ші ғасырдың былайша айтқан кезде біткен кезде 19-шы ғасырдың ортасы, мысалы 1842 жылы дүниеге келген Уильям Джеймс өзі не болған, философ болған. Жалпы сол Уильям Джеймстің көзқарасы бойынша жаңа анықтама берген өзіне күндіздегі бүткіл анықтамалар неге соған қайтады да. Өйткені былайша айтқан философияның әкесі дейді да, отцы-основатель дейді ғой былайша айтқанда. Сондай деңгейде да. Қарастырған кезде бұл адамның бойындағы менталды жаңағы адамның менталды күйі бар ғой, яғни психикалық күйі, яғни оны былайша айтқан кезде құрылымын және оны әсер етуі деп шамамен осыны анықтама берген да. Яғни бұл жерде білу керек болған нәрсе, негізінде адам жағын қарастырған кезде бізде жаңағы исламмен ұштасса да кейбір түсіндірмелер, бұл жерде теологиялық сондай тұстар бар болған себепті ғана да. Бұл бір енді батыс өркениетін, жаңағы батыстағы анықтаманы қарастыратын болсақ, ғылым тарихы жағынан осындай бірнеше кезеңдерден өткен. Ал жаңағыдай мысалы ұстаз айтпақшы, оны исламға қаншалықты біз оны тіркейміз, исламға қатысы бар ма жоқ па? Оны әрине мысалы бізде ислам діні бар болған себепті оның ішіне қаншама ғылымдар бар. Мысалы ұстаз атап өтті. Соның ішіне қай ғылым ішінен шықты ма, оның ішіндегі былайша ислами деу үшін бұл бірінші фундамент алғашқы құрылған. Бірінші ислами ғылымдарына сүйену керек. Сосын барып кез келген мысалы идея болса, сол идеяны исламның ішіндегі дұрыс түсініктемелерден былайша айтқан кезде дұрыс елегінен өткізу керек та. Бірақ күніміздегі біз көріп жататын нәрсе керісінше болады да көбінесе. Алғашқы негізгі фундамент мысалы батыстың психологиясына көбінесе жаңағы ол кезде не болады ғой, эпоха просвещения дейді, қайта өрлеу емес, ағарту дәуірі. Мысалы сол кезде ағарту дәуірі болады. Сол кезде тарихқа қарайтын болсақ, көбінесе жаңағы христиан өзінің кезеңі болған, бірақ белгі бір жағдайға сай жаңағы модернизм кезеңі болған. Ол кезде дінді сәл бет алшақтатқан да. Яғни бұл адамның өзін бір материалды түсініктемелермен түсіндіріп бастаған да. Сондықтан осындай әдебиеттерге бірінші өзінің негізгі фундаментін іргетасын қалаған адам, ол кейін бар исламнан сәл ғана білім бар болған кезде оны қаншалықты түрде ислами психолог деп айтқан дұрысырақ былайша айтқанда. Бұл жерде терминнің өзі шекі деп айтсақ болады да. Өйткені негізгі базасы оның қалыптасқан, батыстың өркениетіне, түсінігіне және соның фундаментіне араласқан ғой былайша айтқан кезде. Ал мына жақта исламнан ақпаратта өте тар да оның. Бірақ ол мысалы ислами бір ақпарат алса да, негізгі өзін жаңағы батыстан сусындаған жаңағы базасынан өткізеді да былайша айтқан кезде. Сондықтан оныкі керісінше да былайша айтқан кезде. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын енді мынандай анықтама болмаса қолданыс дұрысырақ болатын еді. Исламдағы, яғни исламның ішіндегі психолог болмаса мұсылман психолог. Мысалы андай болмайды ғой. Мысалы исламның ішіндегі психолог дегеннен гөрі мұсылман психолог деген келетін сияқты да. Өйткені ол мұсылман
просто ол қосымша психологиямен айналысады да. Мысалы бір журналист болады, негізі мамандығы журналист та, кәдімгідей диплом бойынша сондай бар ғой бізде, квалифицированный деген секілді. Бірақ ол қосымша ғылыммен айналысуы мүмкін. Бірақ ол ғылыммен айналысқан себепті бұл жаңа ғылыми журналист деп ондай қолданыс жоқ қой. Бұл жерде дегенде осы терминология жағынан сәл тағы да қарау керек сияқты да, нақты анықтама берген кезде ислами психолог деп атау қаншалықты дұрыс деген секілді. Екінші жаңа базаға қайтарған дұрысырақ па деген мәселе. Ислами психолог, мұсылман психолог дегенде бұл жерде мұсылман психолог дейтін болсақ, немесе жалпы мұсылман психолог дейтін болсақ, бұл жерде ол адамның өзінің жеке ұстанымына мәселе бағытталып кететін сияқты. Менің өзім ойымда мұсылман психолог, мысалы христиан психолог, бағана буддист психолог деген сияқты. Ал ислами психолог деген кезде, яғни ол былайша айтқанда оның психологиялық бағыты исламға негізделген деген сияқты осындай бір мағына беретін сияқты менің өзімнің ойымда. Енді жалпы негізі ислами психолог дегенде менің өзім түсінетінімді, ол біріншіден ақиданы терең меңгерген болу керек. Ең бірінші шарт. Ең бірінші шарты. Неге өйткені? Себебі бұл анау рухпен байланысты, кейбір мәселелерді айтып жатқан кезде, мысалы бағанағы қазір интернетте жүр ғой, адам неге музыканы жақсы көреді деген кезде, өйткені ол голос Господа, бағанағы Алланың дауысын естіді. Алла, мен сендердің раббыларың емес пе деген дауысын естіді. Бұл жердегі дауыс деген сөздің өзі, дауыс деген сөзді қолдануының өзі, мысалы соны айтып жатқан адамның ақидадағы Алла тағаланың сифатул кәлам, кәлам сипаты, оған қатысты мәселелерді білмейтіндігін көрсетіп тұр да. Өйткені Алла тағалаға бағанағы дауыс деген сөзді қолдану, немесе Алла тағаланың кәләміне әріп деген сөзді қолдану, бұл негізі әхлі сүнна уәл жамағаның ұстанымы емес, әхлі сүнна уәл жамаға керісінше ол ұстанымды бағанағы адасқан ұстаным дейді. Сол үшін де демек ислами психолог бұл исламды, соның ішінде ақида мәселелерін жақсы білетін болу керек, жақсы білетін болу керек, дінді жақсы түсінетін болу керек, және екіншіден сол мұсылман ғұламаларының адамның нәпсісіне, жан дүниесіне қатысты жазған еңбектерін терең зерттеп оқып шыққан болу керек. Неге өйткені ол ғылымдар Құранға, хадиске, дінге негізделген. Яғни бір батыстың көзқарасына, бір философияға емес, нақты Құранға, хадиске негізделген. Сол үшін де соны оқыған болу керек. Және одан кейін батыстың психологиясын оқыған болса, оны исламның елегінен өткізе алатын болуы керек. Бізде көбінесе не істейді? Көбінесе сол жақтың оқып алады да, оны електен өткізіп дұрыс бұрыс деп ажыратпастан қалай болса солай қабылдайды. Сөйтіп алып келеді да, бір аят естіп алған, хадис естіп алған, соны алып келеді да сыртына жабыстырады тек қана. Әшейін іші ислами емес, ислами деген коробкаға салады да. Қағидамен сөйтіп бір аят ішінде бір аятты айтып қояды, бір хадисті айтып қояды, сонымен адамдар мынау демек Құраннан, хадистен алынған, діннен алынған деп осылай ойлап қалып жатады. Негізінде ол жерде мәселе басқаша болып тұр. Мәселе әшейін тек қана сыртына сонда бір наклейка жабыстыру болып тұр. Сол үшін ал ол көзқарастың өзін, оның айтып жатқан нәрсесін зерттейтін болсаң, ар жағында қанша проблемалар жатыр. Сол үшін де ол яғни елегінен өткізген болу керек, және сол діндегі ақиқатты психологиядағы бағанағы жеңіл адамға қалай айтсақ болады, бір сондай жеңіл жеткізетін тәсілдерді қолдана білетін сондай бір адам деп мен өзім түсінемін. Неге өйткені енді ол психологияда да жалпы жетістіктері бар. Өзі кез келген білімде немесе кез келген сол зерттеулерден мұсылман адам өзіне керегін алады ғой. Бағана әл-хикмату даллатул муъмин айнама важадаха фахуа хаққу биха деп, хикмет, даналық бұл мұсылман адамның іздеп жүрген нәрсесі, қайдан тапса оны алуға ақысы бар. Сол үшін де жалпы негізінде
білім, егер ол білім болса, онда ол мұсылмандық емес деп бөлінбейді, ол ортақ нәрсе. Мысалы, бағанағы физика, химия, биология, математика, сен оны мұсылмандық емес деп бөле алмайсың ғой. Ол кәдімгі заңдылықтар. Ол жерде оған сен ешқандай бір діни сипат бере алмайсың. Сол сияқты әлгі мәселелерде олардың айтып жатқан дүниелері, қарасаң, Құранға қайшы емес, хадиске қайшы емес, ақидаға қайшы емес дүниелер, мысалы ретінде. Және кейде дінде айтылып жатқан нәрселерді 1, 2, 3, 4 деп бағанағы жеңілдетіп, бір қалыпқа салып, сөйтіп жеткізу тәсілдерін олар жақсы меңгерген. Мысалы, солай егер Құран, хадис бекіткен адамның ішкі жан дүниесіне қатысты мәселелерді олар сондай бір психологиялық жаңа әдіспен, тәсілмен жеткізіп жүрген адам болса, оны ислами психолог деуге болады. Менің өзімнің жеке көзқарасым осы. Жеке көзқарасыңыз. Яғни ең бірінші ол ислами психолог деп аталу үшін, немесе ислами психолог болу үшін ең бірінші басында тұрған негізгі шарт ол сенім наным мәселесі, ақида мәселесін жетік білген маман болу керек қой, былайша айтқан кезде. Себебі бұл ғылым арғы жақ тікелей Құдаймен, Алламен байланысты, адамның жанымен, рухымен байланысты дегендей. Алла разы болсын ұстаз. Себебі жаңағы Алланың даусын жаңағыдай сомдап жатыр деп қалдыңыз ғой. Сол секілді мен де подкасттарын көріп жатқан кезде сол бір сомдап жатыр дегеніміз Алланың дауысын олар естіді, сол дауысты жақсы көріп қалды деген сияқты сондай. Енді оны бір нақты факт ретінде осылай келген деп айтып жатқан жоқ, бірақ бұл жерде яғни сондай бір мысалды келтірудің өзі дұрыс емес. Мысалды Алланың дауысы деп, Алланың кәләміне дауыс деген дүниені бекітудің өзі негізі оның ақида мәселесінде, әсіресе кәләм мәселесінде мәліметінің аздығын көрсетеді. Сол үшін де ондай дүниелерді айтып жатқан кезде адам, енді бұл ғайып мәселесі ғой. Ал ғайып мәселесінде бізде достық жоқ. Ол тәжірибемен білінетін нәрсе емес. Сол үшін де ақидада ғайып мәселелерін бекерге самаият деп айтқан жоқ қой оны. Самаият, яғни тек қана біз оны сенімді хабар арқылы ғана біле алатын нәрселер. Сол үшін де енді адамның жанына қатысты да, мысалы адамның жаны мысалы 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді деген сияқты сөздер. Оны біз немен біле алдық? Лаборатория арқылы білдік пе, зерттеу жүргізу арқылы білдік пе, біз адамның рухына зерттеу жүргізе аламыз ба? Ондай жерде енді біз неге қайтуымыз керек? Сол ғайыптың кілті қолында болған Алла тағала қайтуымыз керек. Сол Алла тағала Құран кәрімде, хадисте, сенімді хабарларда бекітілген мәселе болса, онда ешқандай проблема жоқ. Біз оны сәмиана ва атана, естідік деп бойсындық, иман келтірдік деп қабылдаймыз. Ал енді ондай болмаса, ол кезде енді ол адамға сұрақ қойылады. Оны қайдан алдың? Қандай зерттеу арқылы сен оған қол жеткіздің? Деген сияқты осындай бір сұрақтар туындайды. Жаңа анау адамның рухын зерттей алдық па дегеннен шығып отыр ғой ұстаз. Мынау кім Арсен бауырымыз бірнеше кезеңнен тұрады деді ғой. Соның бұл жаңағы психологияның алғашқы кезеңінде адамның рухын, жанын зерттеп бастаған екен да. Құдаймен байланысын, Құдаймен байланысын. Сосын маған қызық болды енді осыған дайындалу барысында сол шығу тарихын бәрін қараған кезде ең алғашқы кезең сол барлығы сол философтар, пәлсапашылар адамның жанын зерттеуменен айналысып уақыт бүкіл нәрсесін соған құртқан екен да. Ал бұлардың айтуы бойынша адамның жаны, рухы арот деген қалай болды осы? Акциденция екен да. Акциденция екен бұлардың айтуы бойынша. Ал сосын біздегі ғалымдардың сөздерін рухқа қатысты не жазды екен деп іздеп едім. Имам Ғазалидің рухқа қатысты берген несі шықты, анықтамасы, түсіндірмесі шықты. Имам Ғазали нені жауһар деген екен, рухты жауһар деген екен. Яғни субстанция ғой,
субстанция деген екен. Себебі оған өз жаңа ақли дәлелін келтіреді. Себебі бұл рух я'ламу нафсаху ва халиқаху дейді да. Ода білім бар дейді да. Білім ол арытта тұрмайды. Акциденция мен субстанция демей ақ қойшы, оны сасып кетемін. Сипат дейді. Арытта тұрмайды, сол үшін де бұда арыт болғаннан кейін бұл жаухар дейді да. Жисім де емес дейді. Жаухар жаңағы ла ятажазза дегендей ғой енді. Қазақша қалай болды ұстаз? Жаухар бөлінбейтін бөлшек. Бөлінбейтін бөлшек бұл сондай. Былайша айтқан кезде жанға қатысты, рухқа қатысты әуел бастан былайша айтқан кезде дұрыс емес, екі жақта көзқарас қалыптасып, былайша айтқан кезде бұлардың психологиясын басы соған құралған ғой, енді соған негізделіп, содан бері қарай олар кейін сананы зерттеп, осылай келе жатыр. Басында дұрыс емес анықтама беріп бастағанда бұлар психологтар мысалы. Енді оны қалай халық психологтар берген бе, әлде алдыңғы сол философтардың көзқарасына, Аристотельдің солардың көзқарасына негізделіп жатыр ғой енді. Солардың көзқарасына негіз енді арық шетіндегі аталары, бабалары сол Аристотель, Сократтар екен ғой. Себебі ана кім Евразиялық университеттегі осы философия факультетінің бір доценті әйел кісінің несін тыңдадым, осы психологияның тарихы жайлы айтып береді. Сол кісі ең алғашқы кезеңнің басында тұрған Аристотель мен Сократтар деп осы рух мәселесін кішкене түсіндіріп береді да. Сол менің айтпағым, мен бұл жерде түсіндірмегім, басында негізгі фундаменттерінің өзі дұрыс болмай тұрды, соған негізделіп келе жатыр да барлығы. Енді бұл қалай енді оны бір дұрыс ғылым ретінде халыққа, адамға ұсынады дегенім ғой. Соған негізделіп қалай адамды зерттейді, қалай адамның санасын зерттейді деген секілді. Не айтасыз? Енді жалпы бір тарифін алып, яғни анықтамасын алып, рухқа қатысты, демек бүкіл олардың айтып жатқан дүниесі қате деп айтудың өзі де кішкене қиындау. Неге? Өйткені енді ол мысалы рух арат ба, рух немесе бағанағы жисім ба, немесе жауһар ма деген мәселе соған негізделген егер дүниелер болатын болса, сол осы көзқарасқа, осы анықтамаға негізделген, одан кейін соған олар қанша мәселелер негіздеп тастаса, дене, рух, арат, сол себепті мынандай, сол себепті мынандай, сол себепті мынандай, сол себепті мынандай деген болса, онда айтасың, оның негізі дұрыс емес. Демек, оған құрылған нәрселердің барлығы дұрыс емес дейсің. Ал енді бірақ оның енді қаншалықты оған мәселелер негізделген. Сол үшін бұл жерде қарау керек. Енді мен бір жай бір жаңа дилетанттың сөзін айтып жатқан жоқпын да, осы ғылыми алаңда жүрген мынау психология ғылымының жаңағы алаңында жүрген, зерттеп жүрген сөздері ғой. Қазір сен сол осындай анықтама беріпті деп, енді олар соған негізделген болса, онда ол басы дұрыс емес, демек одан туындаған нәрсенің бәрі дұрыс емес деген кезде, енді ол бір мәселе ғой. Енді олар бүкіл осы негізгі мәселе психологияны алып келіп, осы рух, арат деген мәселеге негіздеді деп айта алмаймыз ғой. Сол үшін де ол жерде әр мәселені олардың айтып жатқан жеке-жеке қарастыру керек. Егер ол тәсілдер болатын болса, мысалы адамдармен араласудың нәтижесінде, мынандай тәсілдер адамдарға көбінесе өтімді екен. Адаммен араласудың мынандай тәсілі бар. Мысалы бір нәрсе, бір мәліметті жеткізудің, немесе бір нәрсе адамды қанағаттандырудың, бір идеяға, көзқарасқа, мысалы оны алып келудің мынандай тәсілдері бар деген сияқты осындай бір психологиялық әдіснама болатын болса, тәсілде тұрған ешқандай проблема жоқ. Ал енді бұл жердегі мәселе тек қана сол олардың теорияларында ғой, көзқарасында, ар жағында белгілі бір нәрсеге негізделген көзқарасында. Ал сыртқы мәміледегі әдіс тәсілдер, енді ол мәселеде қатты бір проблема жоқ. Ода ешқандай бір үлкен проблема жоқ. Сол үшін де бұл жерде қарау керек. Ол мәселеге неге негізделіп жатыр. Яғни әрбір мәселені жеке қарастырған дұрыс. Жалпылама алып, мына бір мәселені қарадым, екі мәселені қарадым, екеуінде олардың көзқарасы біздің ислам ғұламаларының көзқарасына сай келмейді екен. Демек, мен бұның бәрін бір чемоданға саламын да тастай саламын деген подход, былайша айтқанда,
ол тәсіл бұл кішкене артық кету деп өзім ойлаймын. Енді бағанағы рухқа қатысты, енді рух әлгі бізде періштелер, одан кейін жындар, әжсәм нурания деп айтып жатады ғой ақидада. Бағанағы қабырғадан өте алады, басқа деген сияқты. Рухқа да сондай анықтама, мен енді қазір нақты есімде жоқ, бірақ сондай анықтама берген. Ол да дене, бірақ әлгі денеге, мысалы әлгі періште әжсәм нурания, яғни мысалы қабырғадан өте алады, басқадан өте алады деген сияқты. Яғни сондай бір дене дегенде көзқарасты айтқан сондай анықтамаларды алып болған. Денеге қарағанда кімдікі, мысалы имам Ғазалидікі жауһары кішкене денеге қарағанда былай қаттырақ өте алатын болып тұр ғой. Жарайды, ол мәселеге кірмейік. Жисм латиф дейді ғой. Иә, жисм латиф дейді ғой. Иә, сол жисм латиф деген сол. Имам Ғазалидікі жылдамырақ өтетін болып тұр ғой қабырғадан. Жауһар. Алла разы болсын, ұстаз. Кімнің? Арсен бауырымыздың пікірін тыңдап көрейікші. Арсен бауырымыз не айтады? Жаңа ұстаз айтпақшы, жисм латиф мысалы бізде келтіреді. Тохида Жазайридің кітабында да келтіреді. Неге енді жисм, сіз мысалы айттыңыз ғой, жаңа жауһар, яғни бөлінбейтін, жауһар фарт болмаса бөлінбейтін бөлшек, ең соңғы. Физикада да оның көбінесе ихтилафтар бар да. Басында мысалы атом болды, сосын мысалы неше түрлі кванттар бар, сосын бозон деген секілді, субатомдық бөлшектер деген секілді. Солардың деңгейіне қарайтын болсақ, мысалы біз үшін ең кіші жаратылыс дейікші, мысалы, ең кіші. Ішіне бөліне береді ше, виртуалды бөлшектер дейді да, ішіне бөліне, әлі ихтилафтар бар ше, шыға береді. Айтайын дегенім, мысалы біз үшін андай бір жар қазір бір материя сияқты болып тұрғанымен, ішіне кірсек, негізінен андай бос қуыс жерлер бар ше, бүйтіп, именно кішкентай бөлшек өтіп кете алатын ше. Именно осы жағынан жаңағы періштелер болмаса жаңағы біріншіден жаңағы наурони болса нурани, екіншіден жаңағы жауһар не үшін өтіп кетеді деген секілді ше. Жисм латиф, яғни былайша айтқан кезде. Біз үшін былайша көрінбегенмен басқа бір андай біздің дүниеден тыс ғайби әлемдегі жаратылыстар ғой былайша айтқан кезде. Енді олар анықтама берген кезде тағы да мысалы біз қайтып жатырмық қой, жаңағы анықтама басында дұрыс болу керек, яғни одан лауазим, баид қариб деген одан туындайтын былайша пікірлер, көзқарастар, соны бір базаға құрылатын болса, базаның өзі дұрыс болу керек деген секілді. Бұл ғылымда негізі өте маңызды тұстардың бірі да. Өйткені кез келген ғылымда оны ғылымның өзі сүйенетін бір былайша айтқан кезде ғылым сондай бір танымдық нәрсе бар да, эпистемологиялық бөлім деп айтады да. Таным теориясы ше, былайша айтқанда біз имам Матуридиміз де рахматуллахи алейхи өзіміз китаб таухид басында айтып өтеді ше. Таным теориясы, яғни кез келген бір ақпарат, бір түсінік бар болса, бір болмыс, сонымен қалай танимын? Мысалы, көбінесе таным және ақпарат бұл дұрыс па, дұрыс емес па, сенімді ақпарат па? Назариятул ма'рифа, ол таным теориясы. Назариятул, дәл осы ше. Сол эпистемолог мәселе. Шейх Бутон манхажул бахсил илми деп солай не қылады ғой, күбрал яқинатул каунияда. Дәл өзі. То есть осындай тұстар бар да. Яғни түсіндірген кезде, мысалы енді бұл жерде объект кім? Мысалы психологиядағы маңызды объект зерттеліп жатқан, зерттеу соған қарай бағытталып жатқан бұл адам ғой. Бірақ бұл жерде сондықтан маңызды мәселе адам өзімен шектемеу керек та. Батыстық жағын алатын болсақ, көбінесе сондай да. Ішіне рухани бір байланыс бар да. Оны тікелей енді теологиялық тұсын алып тастасақ, шекілеу болып қалады да. Өйткені бұл былайша айтқан кезде енді эпистемологияның бір синоним болмаса тармақшасы ретінде гносеологияны қарастырады да. Гносеология уже мысалы эпистемология адам мен мысалы ақпараттың арасында байланыс бар болса, ақпарат дұрыс па, дұрыс емес па, қандай әдіс тәсілде бар. Гносеология деген, мысалы мен психолог болсам, мына жақта клиентім бар да, мен мысалы ана объектпен жұмыс жасау, субъект пен объекттің арасындағы байланыс, соны тану, зерттеу, шешім, бұл гносеологиялық тұстар дейді да былайша айтқанда. Бірақ ол үшін ақпараттың әдіс тәсілдері өздері де дұрыс болу керек. Бұл жердегі мәселе былай қарастырған кезде психологияның былайша толыққанды өзін іске асыру үшін онда теологиялық, яғни Құдайға байланысты метафизикалық тұстарында бекіту керек. Не үшін? Өйткені кез келген ғылыми әдістеме объекттің болмысы қандай ерекшелігі, соның негізіне қайту керек та. Адам тек қана дене емес қой. Адам материалды денеден тұрады, яғни органика, және жаңағы көзге көрінбейтін былайша рухтан тұрады, осы ішкі жан әлемі. Ал оның иесі кім? Аллах тағала Құранда айтады ғой, әла лахул хулқ дейді да. Біліп қойыңдар, күшейтпелі түрде айтады да. Біліп қойыңдар, мына жарату ісі Құдайға тиесілі дейді да. Яғни адамды жаратқан кім? Құдай да былайша. Сондықтан бұл мәселені қарастырған кезде
бұл мысалы бір жерден көлік болмаса бір зат сатып алған кезде техникадан ол қосымша жаңағы несі беріледі да, методичка болмаса инструкция по эксплуатации деген секілді. Не үшін производительдер жақсырақ біледі да. Мысалы мен оны алып тастап, жоқ мен өзім зерттеп аламын деген, бұл ғылыми әдістеме емес та ол. Бұл басқа артық кету да, ғылыми емес ол. Бұл жердегі психологияның өзі ғылыми алаңда қалу үшін бұл жаңағыдай не, оны жаңағы жанды адам зерттеп жатқан, Құдай жаратқаннан кейін Құдаймен санасу. Құдай бізге Құранның ішінде мысалы фаман таба худая фала ядиллу вала яшқо дейді ғой. Мен тура жолыма ерген адам, ол тура жолдан ауытып кетпейді және ешқашан былайша айтқан кезде қиналмайды, андай бақытсыз болмайды деген секілді. Өйткені былайша адам үшін нұсқаулық ретінде жіберіп қойған кітабы бар, Құраны бар, сүннеті бар, хадисі бар деген секілді. Осы мәселе алаңда қарастырылу керек. Жоқ, маған Құдайдан жіберілген нұсқаулық керек емес, мен өзім бір ғылыми әдістеме құрып аламын деген нәрсенің өзі толыққанды ғылыми емес та былайша айтқан кезде. Өйткені бұл зерттеліп жатқан болмыс объект адам болғаннан кейін адамның болмысына, жаратылысына, оның ішіне ерекшелігіне Құдай салып қойған. Құдайдың жаратылысы болғаннан кейін осы құдайлық түспен, яғни метафизикалық жағынан да санасқаны дұрысырақ былайша айтқан кезде. Ұстаз, енді кім сізге бір сұрақ туындап тұр менде. Мына Арсен бауырымыздың айтқан сөзінен қазір Арсен психология мен идеологияны байланыстырып отыр ғой. Екі тығыз қарым-қатынас бар дейді арасында. Яғни бұл жерде бұл ислами психолог болу үшін оның идеологиясы дұрыс болу керек па, сонда қалай болады өзі? Жалпы енді бағана мен айтып кеткендей, Алла тағала адамды жаратты. Адам екі нәрседен тұрады: тәннен және рухтан. Енді тәнді не түзетеді, не бұзады, Алла тағала оны бізге үйретті. Және сол сияқты адамның рухын не түзетеді, не дамытады, не бұзады, бізге сол нәрсені үйретті. Сол үшін де бағанағы енді психология сол адамның жан дүниесін зерттеп жатқаннан кейін, бағыты осы болғаннан кейін, онда оның айтып жатқан дүниелері Алла тағаланың осы мәселелерді айтқан Құрандағы хадистегі аяттарына, хадистеріне қайшы келмеу керек. Қайшы келетін болса, онда ол ақиқатқа қайшы келген болады. Неге? Өйткені Алланың Құранда айтқаны, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте айтқаны ақиқат. Әлбетте бұл жерде енді бағанағы қатаи субут, қатаи дилала деген мәселені де ескеру керек. Ол Құранда келсе, оның барлығы бір өтініш болып тұр, жаңағы терминдерді сәл жеңілдетіп айтсаңыз, өтініш. Біздің көрермендер түсінбей отыр. Жалпы бізде діни текстер қатаи субут және занни субут болып бөлінеді. Қатаи субут деген, яғни осының Алладан немесе пайғамбардан келгендігі анық 100% ешқандай күмән жоқ. Сол Құран. Жеткізу жолында. Иә, жеткізу жолына қатысты. Біріншісі Құран. Одан кейін мутаватир хадистер. Бұда ешқандай күмән жоқ. Мутаватир хадис деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аузынан шыққан сөзді мысалы кемінде 10 сахаба естіді. Арғарай, одан арғарай. Мысалы кейде бір пайғамбар саллаллаху бір сөзін 70 сахаба жеткізген. Алдында, мысалы 70 адамның алдында айтты, 100 адамның алдында айтты. Кейде бір хадисті бір сахаба естіді. Яғни ол жерге, анау мутаватир жаңағы жолмен жеткен жерге өтіріктің араласуы мүмкін емес деген мағына шығады ғой енді. Иә. Бұл яғни бұл келу жолында. Келу жолы, бекітілу жолы сол діни текстің. Енді екінші мәселе бар. Сол тексттен алынатын ұғым. Дәлелге жарамдылығы. Жоқ, жарамдылық емес. Бұл жерде біз бір нәрсені одан алған кезде. Үкім алған кезде. Ол үкімді сол текст нақты білдіре ме, білдірмей ме? Мысалы, дәрет намаз оқымақшы болсаңдар, жүздеріңді жуыңдар, қолдарыңды бағанағы шынтаққа дейін жуыңдар, бастарыңа майсық тартыңдар, аяқтарың жуыңдар деді. Бұны біз басқаша түсіндіре аламыз ба? Жоқ, басқаша түсіндіре алмаймыз. Яғни бұл жерде нақты әлгі дәрет мәселесі айтылып тұр.
Бұны бізде не дейді? Енді дилала жағы дейді. Дилала жағы, яғни бір нәрсені білдіру жағы. Бір нәрсені білдіру жағы. Ол мағынасы анық, ашық мағына болуы мүмкін, немесе соны анық білдірмейді. Анық білдірмейді. Ижтихадпен ғұламаның бағанағы шығарған түсінігі болуы мүмкін. Осылай да, осының мәселесі қаралады. Мысалы, енді әлгі психологияны зерттеп жатқан адам, психологияға қатысты айтқан адам, ол Құранға, хадиске қайшы келді деп біреу айтқан кезде біз қараймыз. Енді бұл жерде көбінесе сол Құраннан, хадистен шыққан ұғымға қайшы келді деген сөзді айтылған кезде. Мысалы, ол мынандай хадиске қайшы сөз айтты десе, біріншіден ол хадиске қараймыз. Ол бір даиф, әлсіз хадис болатын болса, айтамыз, проблема жоқ. Неге? Өйткені ол Құранда, хадисте нақты келген мәселені терістеп тұрған жоқ дейміз. Енді Құранда, хадисте нақты келген аят, хадис болса, енді қараймыз. Біз мына мағынаға, немесе мына тұжырымға ол қайшы пікір айтып жатыр деген кезде, сол тұжырымды әлгі аят, хадис нақты білдіре ме, білдірмей ме? Сол жағында ескеру керек. Сол жағында ескеру керек. Сол үшін де, яғни жалпы ақидада нақты бекітілген және маълумина дини бид-дарура деген мәселе бар дінімізде. Яғни дінде ол мәселелердің бар екендігі және оның солай екендігі анық келісілген ғұламалардың арасында ешқандай тартыс болмаған мәселелер бар. Ең бастысы ол соған қайшы келмеу керек. Соған қайшы келмеу керек. Ал енді ол бір ижтихади бір мәселе болса, немесе бір ғалымның көзқарасы болатын болса, онда проблема жоқ. Бірақ енді ол жерде ол оны неге негізделіп айтып жатыр деген сияқты мәселе туындайды. Одан кейін ол жалпы тәжірибелік мәселе ме, немесе таза бағанағы теориялық ғайып әлемінен алынып жатқан мәселе ме? Әлгі музыканы адам не үшін жақсы көреді деген кезде, өйткені ол Алланың дауысын естіді, соны жақсы көріп қалды деп. Енді бұны сен ешқашан бір зерттеу арқылы жете алмайсың ғой бұл нәрсеге. Бұл таза ғайып мәселесі. Ал ғайып мәселесінен хабар айту үшін, ол мәселе былай деп айту үшін, сенде нақты, сенімді, бұлтартпас, былайша айтқанда, мағынасы нақты дәлел болу керек. Сол кезде ғана сен ол нәрсені айта аласың. Сол үшін де, яғни бұл жерде жалпы енді бағана біз айтып кеттік қой. Бәрібір енді идеология жағы болып жатса, онда ол Құранға, хадиске қайшы келмеу керек. Құранға, хадиске қайшы келмеу керек. Енді ол идеология жағын бар жалпы негізі біз байқаймыз. Мысалы, бағанағы Фрейд, Дюркхаймдардың адамға қатысты көзқарасы, мысалы, бағана кішкентай бала өзінің, мысалы, қыз әкесін қызғанады, әлгі ұл бала анасын қызғанады әкесінен деген сияқты осындай бір айтып жатқан әңгімелері адамды бұл дүниеде бір нәрсе әрекет етуіне, оны қозғап жатқан, яғни түрткі болып жатқан нәрсе, әлгі бір жағы жыныстық, не дейді оны қалай олардың өзінің тілімен түсіндіргенде, әл-ғариза әл-джинсия немесе әд-дафи әл-джинси деп бағанағы арабша кітаптарда солайына келтірген. Иә. Жоқ, нақты жыныстық бағанағы құмарту дейміз бе? Сол, және одан кейін екіншісі исбату ана дейді ғой. Не дейді? Оны қалай не қылатын еді? Мен деп аударады ғой. Иә? Өзі адамның мендігі, мен. Индивид сияқты қарастыру ма? Иә, соны бекіту, соны дәлелдеу деп осылай кейбір нәрселерді талдап жатады ғой. Ал қарайтын болсаң, ол жерде адамның жалпы бұл дүниедегі іс-әрекеттің барлығы сол екі нәрсеге қайтпайды. Оны біз неден білеміз? Діннен білеміз. Мысалы, оған иман түрткі болуы мүмкін, тағы басқа нәрсе түрткі болуы мүмкін. Сол үшін де адамның істеп жатқан әрекеттің барлығын белгілі бір тұжырымға байлау ол негізінде дұрыс емес. Демек, жалпы, яғни психологияда егер идеология болатын болса, ол идеология дұрыс идеология болу керек. Енді мүмкін Арсен бауырымыз оған қатысты бір мысалдар келтіре кетер. Сол саланы зерттеп жүрген адам ретінде. Енді идеологиялардан
адама былайша айтқанда болмаса сонымен байланыса ма деген жағынан қарастырған кезде көбінесе енді психологияның аталарынан бөлек көбінесе жаңа 19 ғасырға қайтарады ғой бізде. 19 ғасыр, 20 ғасыр мысалы Зигмунд Фрейд бар және оның былайша айтқанда бастапқы кездегі шәкірті, сосын кейбір жаңағы бейсаналы деген мәселелерге келген кезде өзіндік жолын манхажын былайша айтқан кезде әдістемесін алып кетеді. Сол Карл Юнг деген шәкірті былайша айтқанда осыларды қарастыратын болсақ, осы кезеңнен бастап және одан кейін мысалы кім бар, Абрахам Маслоу бар. Осы кездің өзінде психология көптеген жаңа идеологиялармен тығыз байланысты. Тіпті кейбір мысалы не үшін Абрахам Маслоу жаңағы енді Зигмунд Фрейдті алатын болсақ, ода мысалы ең алғашқыда ұсынған жаңағы көзқарастарының бірі бейсана, түпсана деген болған да. Түпсана болған негізі, кәдімгідей басында түпсана болған. Бірақ ол кейін барып көптеген критикаға ұшырағаннан кейін оны сәл ауыстырған, яғни бейсана деп қалдырған да. Сонда қазір оның екеуінің арасында айырмашылық бар да. Өйткені академиялық сондай ғылыми алаңға ол былайша критикаға шыдай алмай қалды да, сосын ауыстыруға тура келді. Андай бейсана деген секілді. Көптеген мысалы психологияда оқытқан кезде бакалаврлы жаңа деңгейінде, магистратура деңгейінде сондай нәрсе бөледі да былайша айтқанда. Енді бірақ оның идеологиямен байланысын қарайтын болсақ, 20 ғасырда, 19-20 ғасырда сол кезде сонымен қатар жаңағы әл-Иътиқад әл-Батиния дейді ғой. Сонда яғни New Age деген үлкен корпорация, ол кезде теософия яғни былайша құдайдан туындаған даналық, сондай бір гностицизм, басқа бір мәселелер қатты тарап кеткен да. Бұл не нәрсеге негізделген? Адам ішінде сондай бір рухани бір күшті мықты мына адамның сыртқы әлеміне әсер ете алатын бір болмыс бар деп айтады да. Бұның асылында бұл көзқарастардың барлығы батыни дейді ғой былайша айтқан кезде. Адам ішкі жаны одан тылсым күштер белгісіз болған дейді да. Сонда жасырын нәрсе мына материалды әлемге әсер етеді деген көзқарастар асылында ол индуизмге, буддизмге, болмаса даосизмге қайтады. Яғни пантеистік негізге сүйенген. Пантеизм негізіне қарайтын болсақ, бұл адамның бойында, енді олардың көзқарастары бойынша өздерінің кітаптарына қараған кезде жаңа былайша бірнеше жаңа нелер бар да, түсініктемелері. Мысалы, олар былай деп айтады: кезінде Брахман деген құдайлар бар болған, ол әлемді жаратқан, әлемді жарату үшін өзін екіге бөлген, жаңағы положительный, отрицательный, инь янг деген сияқты. Сосын адамды жаратқан кезде тағы өзін жетіге бөлген. Олардың жаңа түсіндіргендері бойынша да, өзін жетіге бөлген. Бұл жетіге бөлу адам бойындағы 7 чакра деп түсіндірген да. 7 чакра. Алғашқы 3-і төмендегілер әйелдің чакралары, 4-і былайша айтқан кезде жоғары, 6-шы мысалы мына жақта 3-ші көз деп айтады, 7-ші жаңа коронная чакра деп айтады да. Оның барлығы құдайлық бөлшектер деп айтады. Және тағы бір бөлшекті олар айтады адамның бейсаналық деңгейінде, яғни түп санасына жатыр дейді да. Не үшін оны ондай түсіндірме берген? Өйткені жаңағы Барбара Эннің кітабы бар, The Hands of Light деген. Сол кітапта ол айтады, бұл жаңағы чакраны ояту, жаңа медитация жасау, болмаса оның ішінен тағы не шығады? Тармақтар ретінде андай аффирмация, визуализация деген тармақтар шығады. Өйткені олардың сенімдері бойынша ойлайды ғой. Мысалы мен көп айта берсем, ешкімде нені айтады? Сен ар жағында түп санаға былайша айтқанда приказ беріп жатсың ғой дейді да. Приказ беріп жатқаннан кейін сен түп санаң болдыртады дейді, сол нәрсені. То есть сыртқы әлемге әсер етеді. Осы жағынан олардың тамырлары, яғни осы Абрахам Маслоудан бастап пантеизммен тығыз байланысқан. Солардың көзқарастарын бүйтіп әлемге ұсынғанда академик алаңға былайша айтқан кезде. И айтатын болсақ, түп сана болмаса жаңа бейсана, бұл адам өзі білмейді, бірақ оны практикаға жеткізу арқылы жаңағы тәрбиелеп, өз-өзін жаңағы былайша айтқан кезде тәрбиелеп, кейбір жаңағы практикаларын жасау арқылы ол жаңағы 7 чакраның барлығын оянады, және оның түпкі санасына жатқан олардың сенімдері бойынша құдайлық бөлшек бар ғой. Сол құдайлық бөлшек андай қатты дамиды да, сен Құдаймен біргесің дейді да. Құдайлық болмыспен біргесін дейді да, олар, то есть пантеистік көзқарастар бойынша. Онандай сверхразум дейді ғой былайша. То есть айтайын дегенім, бұл жерде оларда негізін жаңа именно осындай пантеистік идеологияға араласқан психологияда бұл кәдімгідей андай рухани сондай байланыс басқа дінге негізделген көзқарастары көп. Сверхразум деген сондай да, сананың негізде деңгейі оларда сондай. Сондықтан көптеген кітаптарда біз табамыз жаңағыдай бессознание, болмаса подсознание может все деген секілді. Болмаса мынандай фразалар көп. Әсіресе жаңағы тайм-менеджментпен, болмаса бизнеспен айналысатын жаңа кейбір коучтарды айтады көбінесе. Мысли материализуются дейді ғой. Асыл қаяқтан шыққан? Сен ішіңе подсознанияға бұйрық бересің, подсознание былай шыққан кезде олардың сенімдері бойынша құдайлық негізге, құдайдың бір бөлшегі бар болса, әрине олардың сенімдері бойынша бұл сыртқы әлемге әсер етеді да.
өйткені бүткіл әрбір нәрсенің бойында құдайлық бөлшек жатыр да, былайша айтқан кезде. Бұл былайша айтқан кезде негізсіз болып қалмау үшін Абрахам Маслоудың кәдімгідей өзінің кітабы бар да, The Peak Experience деген. Сол 26-27 беттеріне осы мәселені келтіреді. Мысалы көбінесе қарастырған кезде магистратурада жай ғана енді концепция болмаса сондай бір пирамида деп қарастырады. Мысалы адамның өзінің қажеттіліктері ше. Соны ең шыңында енді ол пирамида деп құрмайды, бірақ жаңағы peak experience дейді да, жаңағы тәжірибелік жаңағы ең шыңына келетін болсақ, self actualization деген нәрсені қосады да, яғни адам өзін іске асыру. Сол кезде бұл өзінің кітабында жазады, жаңағы өзін іске асыру деген нәрсе бұл андай мысалы қоғамның бір бөлшегі болып соған пайда тигізу, жаңағыдай сондай ортаны жақсарту, мемлекетті андай жеміс беру, ондай мағына емес дейді да. Бұл трансцендентті сондай тәжірибе деп айтады. Яғни трансцендентті деген кезде бұл материядан тыс идеологияға құрылған сондай өздерінің негіздері дейді да. Бұл андай материя айналасында емес, идеологияға құрылған да. Тағы да бір енді ондай көзқарастар ғылымда нағып жүр психологиямен. Мынаны осы біздің ислами психологтар айтамын әңгімелерде. Чакра деген, чакра деген, айтады, көп айтады. Ислами психологтар айтамын. Сіз айтып отқан нәрсе қазір. Кейде енді мысалы андай негізгі іргетасы ақида, мысалы ұстаз айтпақшы, ақиданың елегінен мысалы өткізе алмаған кейбір ислами психологтарда біз кейде сондай сөздерді байқаймыз. Нақты айтпауым мүмкін, бірақ аффирмация, визуализация андай ислами оттенокпен түсіндіруге тырысады да. Мысалы ана айында зонни абди деген секілді. Яғни құл мен қалай ойласам мен сондаймын деген секілді. Яғни сен қалай ойласаң болмаса андай тафәуіл мәселесі бар ғой. Яғни кез келген нәрсенің артынан жақсылықты көру. Яғни сен қалай пайымдайсың, қалай ойлайсың, сондай болады. Бірақ бізде ол жақта Аллаға деген тәуекелге, бүткіл нәрсені әлемдегі өзгерудің барлығын Құдайдың құдіретіне қайтарады, қалауы мен құдіретіне. Ол жерде ондай нәрсе. Олар түп санаға қайтарады. Түп сана болмаса бейсанаға қалдырады да. Мысалы күнімізде олардың тағы да осындай бір сөздері біз қалай білеміз олар ислами негіздерге сүйенбегенін. Өйткені бизнес болмаса өз-өзін дамыту кітаптарында, мысалы тіпті Марвинге барған кезде сондай кітаптар бар. Мысалы подсознание ма қалай еді? Бейсананың жаңағы әсер етуі деген сондай кітаптар көп былайша айтқан кезде Марвинге барған кезде. Мысалы сол кітаптың басында Джозеф Мерфидің кітабы ғой, Джозеф Мерфидің кітабы именно жаңағы бейсанаға байланысты. Сол кезде кітаптың басына келтіреді, өзі жаңағы кіріспесін дейді да. Мысалы не үшін кедей адамдар және қиналып жатқан адамдар бар, немесе және не үшін қуанышты бай адамдар бар деп айтады дейді да. Бұл жерде ол андай бір посыл былайша айтқан кезде қалдырады да. Мына кітаптың атауы қандай? Подсознание ғой. Түпкі негізін мына адамдардың бақытты болмаса бақытсыз болуы неге қайтарады? Подсознаниеға қайтарады да. Мұндай кітаптар көп. Сондықтан кітап оқу керек деп те кез келген былайша кітапты андай оқи бермеу керек ше. Ол жаңағы бірінші ақылдасу керек, сол сала мамандар бар болса, өйткені жоқ, ода бір діни бір жаңағыдай бір ғылыми базалық бір білім болмаса, мына айтып отқан нәрселер деген масқара ғой. Мынаған адам сеніп иланатын болса. Енді чакра дегенде мен былай намазхан психологпын деп жүргендерден көп естіген жоқпын, бірақ негізі жалпы естіп жүрміз. Чакрам бар, медитация, йогамен айналысу деген сияқты осындай мәселелерді. Ал бірақ мынау әлгі аффирмация, визуализация дегенді кәдімгі орамал киіп алып, әлгі стакан суды ішіп бүйтесің деп сондай нәрселерді үйреткен видеоларды да көрдік. Бұл нәрсе көп тарап жүр. Демек оның негізі әлгі бағанағы сенің бойыңда бір құдайлық сипат бар, сол болдырады, демек сен ішкі яғни болмысың, жан дүниең соған әсер етеді деген сондай неге көзқарасқа негізделген дүние болып тұр ғой. Көбісі сояқтың. Хулул емес пе бұл? Хулул бар ғой, пантеизмде хулул ғой кейін. Пантеизм ғой? Пантеизм ғой, хулул. Яғни біздің тілде айтып отырсыз. Дәл сондай ғой. Түсінбей отыр. Хулул. Яғни олардың көзқарастары бойынша әр мысалы Құдайдың бөлшегі әр мысалы мына материяның бойында бар деген сөз. Адам бойында да бар да былайша. Өйткені Марвелдің да көп киноларында мысалы бір көптеген персонаждар бар ше. Мысалы Доктор Стрэндж бар, алтыншы көз шығып кететін. Бүткіл сондай мифология құрылған да. Именно жаңағы New Age дейміз ғой, жаңа ғасыр сондай именно пантеистік идеяларды таратқан медиа арқылы қазір көп адамға таратып жатыр да. Алтыншы көз, мысалы алтыншы чакра, ол жаңағы алтыншы чакра үшінші көз деп айтады да. Доктор Стрэнджті қарайтын болсақ, бір несінде сериясында үшінші көзді шығарып қойған да. Соңғы сериясында. Үшінші көз шыққан кезде анау мықты болып кетеді ғой.
мықты кәдімгі андай сондай мына әлемнен адамдар үйреніскен харикул ада дейді ғой, сондай істерді жасап бастағанда физикадан тыс былайша айтқан кезде. Сосын Алая ведьма дегенде тағы да бір кино бар, болмаса персонаж, ол да андай бір киносына мультивселенная арасында жүру үшін сол уақытта шынымен кәдімгідей жаңағыдай идеологияны көрсеткенде адамның санасының күші құдіреті құдайлық былайша айтқан кезде деңгеймен бірдей қылады да. Өйткені қаншама вселенная бар, соның арасында сол санасын былай жүгіртеді да, ананың өзіне енеді, мына мысалы басқа вселенныйдағы басқа өзінің адамына енеді деген секілді. И оны көрсеткен кезде бүткіл чакраларды бүйтіп астан бастап көрсетеді да, кәдімгідей ішінен бүйтіп тарқап жиналып 7 чакрадан өтіп, соңғысы енді біз айттық қой коронная чакра деген. Өзі сол корона киіп отырады да, сол коронадан бірігіп былай бүйтіп шығады ғой, былай санасы бар ғой. То есть сверхразум, сверхчеловек дейді ғой. Андай кейбір биология кітаптарында бүйтіп тұрады ғой, 6-7 10 қол. Сол сверхчеловек қой, сверхразум. Фатх болады екен. Иә, сондай болады. Енді мұны қалай кіріп кеткен психология мен ондай идеологияның қалай кіріп кеткен не байланысы бар деп айтамыз ғой. Мысалы, барған кезде психология былай шешім ұсыну керек. Мысалы, мәселе сен мысалы осы жерді дұрыс жасамай жатсың, осы жерін қара деген секілді сондай шешімдер ұсыну керек та. Психология болғаннан кейін өзі адам ішіндегі жан дүниемен, қысқаша айтатын болсақ, адам ішіндегі жан дүниемен айналысатын ғылым. Соған сәйкес шешімді ұсыну керек. Бірақ қазір айтатын болсақ, аффирмация, сен былай жаса, сонда көп нәрсені айт дейді, болмаса визуализировать ет дейді. Ол оның шешімдері қаяқтан шыққан ондай көзқарастар. Бұл академик алаңға мысалы ең басына Абрахам Маслоудың мысалы 1968 жылдан бастап журналды шығарып бастаған. Жалпы тағы да жаңағы именно пантеистік идеология қалай араласып кеткен психологияна ғылыми деңгейде қазір ондай көзқарастар бар, өкінішке орай. Осы жағын қарастыратын болсақ, қалай ондай көзқарастар кәдімгідей психологияға мысалы ғылым ретінде бізде университетте оқытылады психологияда, кейбіреулер мысалы андай санасы емес, андай қатты білмей айтып қалуы мүмкін да. Сол кезде қарайтын болсақ тарихына Абрахам Маслоу болмаса олардың жаңағы Майкл Мёрфи және Чарльз Пирс деген кезінде айтады, Стэнфордский университетте оқыған кезде Майкл Мёрфи айтады, мен профессорларым ондай колледжде жаңағы ондай мәселені менен қабылдамаған, өйткені мен ол кезде тоже медитация жасап жүрдім, сондай нәрселер дейді да, буддизм, индуизмнен келген. Қабылдамаған дейді да, сенікі ғылым емес, болмайды дейді да бұл. Сен жасап жүрген нәрсе негізсіз деп айтты да, сосын қайтарып тастайды 1955 жылы. Сосын ол не істейді? Мұны ғылыми алаңда, академикалық былайша алаңда қабылдамағаннан кейін, содан шығып кетеді да, ана Калифорнияда бір өзеннің теңіздің жағасында тауларға көріп тұрған жерде Эзелен институтын құрады. Яғни оның сенімдері қандай? Эзелен институтын шыққан адамдардың барлығы осындай пантеистік идеяларды тарату үшін өздерінің шәкірттері бар олардың. Ең басында тұрған адамдар жаңағы Майкл Мёрфи және Чарльз Пирс, жоқ Майкл Мёрфи мен Ричард Пирс, и жаңағы Абрахам Маслоу тұрады. Енді жаңағы психологияға қалай кіріп кеткен деп айтатын болсақ, 1978 жылы ма үлкен конференция болады ғылыми. Үлкен ғылыми конференция болған кезде спонсор болатын GTP журнал ғой, жаңағы Эзелен институтының басқарушысымен жаңағы GTP деген журнал шығады. Абрахам Маслоу тоже негізінде тұрады. GTP деген Journal of Transpersonal Psychology да, трансперсоналды психология. Трансперсоналды деген адам өзінің денесінен тыс, материядан тыс, яғни идеологиямен араласқан, сеніммен араласқан трансперсоналды психология деген сондай да. Осы журнал кәдімгідей спонсор болады. Спонсор болған кезде мынандай тақырыпты қояды. Сана мен космос. То есть тура жаңағыдай пантеистік негіздер ғой, андай айтады ғой, меня вселенная услышала деген нәрсенің барлығы содан бастап араласып кеткен да. Яғни оларды спонсировать ету арқылы жаңағы психология алаңына осылай кірген екен сол кезде. Олар негіздер бойынша. Кім ақша төлесе сол музыка заказ береді дейді ғой, сондай болып тұр ғой. Иә, мен ақшасын төледім, демек менің осы көзқарасымда. Подкастта Асеке орысшаға аудару керек мына. Жаңа пантеистік көзқарас жайлы айтқан кезде шошып кеттім ғой. Менде қазір Арсен бауырымыз айтып жатқан кезде мынандай бір ойлар, мәселелер туындап жатыр да. Енді мен кезінде медреседе жүрген кезде мысалы Ахмад Дидат тағы да басқа да ғұламалардың кітаптарын оқып, қызығып, біраз шіркеуге барып, осы христианствомен былай айтқанда танысып, оқып біліп жүрдім. Сол кезде курсын өттіңіз ғой сол жерде, ұстаз. Енді ол бағыттардың біреуінде адвентистерде бағана ақиданың курсын өттім. Семинарий ма? Иә, семинарын. Одан кейін жалпы әр жексенбі күндік сабақтарына қатысып тұрдым. Сол сөйтіп жүрген кезде бір-екі рет анау кімдерге де бардым. Сахаджа йога деген келді сол уақытта.
Сахаджа йога деп. Сахаджа йога бұл енді сол индуизмнің бір несі ғой. Сол жерде жалпы Шриматаджа Шривастава деген бір әйел бар екен, анамыз дейді бәрі. Сол аналарын айтыр, пірлер екен былайша айтқанда, сонымен байланысады. Солар сол жерде мынандай нәрсені үйретті да. Адам өзін қалай таниды? Адам өзін қалай таниды? Одан кейін тану үшін не істеу керек? Және соңында айтады да, соңғы айтып жатқан мәселесі, адам өзін толық таныған кезде, сондай бір деңгейге жеткен кезде, ол бір нәрсенің бұл добро или зло, соны білеу үшін осы нәрсені істейтін болса, мысалы бағанағы көзін жұмады, терең ойланады, сөйтеді, жүрегінен бүкіл ренішті шығарады. Сол кезде, енді былайша айтқанда енді истихарасы ғой олардың оқитын. Сонда басыңнан бір ыстық жел өтеді, немесе салқын жел өтеді. Ыстық жел өтсе, ол оның жаман екенін білдіреді. Салқын жел өтсе, оның жақсы екендігін білдіреді. Демек, сен сол деңгейге жеткен кезде жақсы жаманды ажырату үшін сен Құдайға мұқтаж емессің дейді. Неге? Өйткені сен өзіңнің адамдық кемелдігіңе жеттің. Адам ретінде кемелдендің. Кемелденген кезде сен жақсы жаманды өзің ақ біле бересің, ол сенің ішіңнен шығады деген осындай нәрсені айтады. Мен сол кезде содан кейін де ойланып қалдым. Мысалы бізде бағанағы өзін өзі тану деген өзі мектептерде үйретіледі ғой. Соған да осының әсері бар ма деп. Адам өзін өзі таныса, яғни сондай бір деңгейге жетеді деген сияқты. Ана бір кино бар еді ғой, научно-фантастический дейді ма? Люси деген. Иә. Сол кинода да қарасаң бағанағы ол өзінің адам ретінде кемел адам болған кезде, бағана кемел адам деген бағана кітаптарда емес, бұл жерде кемел адам деген әлгі сверхчеловек. Иә, Қайрекеңнің кітабындағы мағынада емес, бұл жерде әлгі ол өзінің толық кемелденген кезде дейді. Ол кезде ол біраз нәрселерді жетеді деп жатыр ғой. Былайша айтқанда, біраз нәрсені істей алады, жай адамның қатарынан көтеріліп кетеді деген сияқты сондай бір нәрселерді айтады. Қазір Арсен бауырымыз тыңдап отырсам, соның барлығы сол әлгі кинодағы ұсынылып жатқан нәрсе, бағанағы әлгі сахаджа йоганың ұсынып жатқан нәрсесі барлығы сол діннен әлгі, яғни сенің бойыңда Құдайдың бір бөлшегі бар, сен соны дамытсаң, сен адам ретінде кемелденесің, кемелденген кезде сен жақсы жаманды біле бересің, әлгінде бағанағы ойлаған нәрсең ол сыртта материализоваться ете береді, яғни орындала береді деген сияқты қарап отырсаң, демек осындай бір ақидаға негізделген дүние болып тұр ғой. Менің ойыма жаңа кім Арсен Түпсана жайлы айтқан кезде ойыма бір нәрсе келді, ұстаз. Бұрыннан Ақсай мешітінде ұстаздық қызметте жүрген кезде ғой, қол бостау жаңағы ешкімге айтпай неге барған, бір ораторлық шеберлікті үйрететін курсқа барғам. 3 күндік бір курс болды. Сөйтіп бірінші күннен кейін қашып кеттім, қызық болды ол. Сөйтіп ешкімге айтпай барып ем. Бірінші күні сол санаменен жұмыс жасаймыз деді ғой ана жерде. Санаменен. Бұл бүкіл сенің халықтың алдына шығып қысылып қалуың, сөйлей алмай қалуың, өзіңді жұтып қоюың, барлығы айналып келген кезде осы түп санаға байланысты деді. Бүгін бірінші күн осы нәрсемен жұмыс жасаймыз. Ертең екінші, үшінші күн қалған шеберліктердің жолдарын, әдіс тәсілін үйретеміз деді. Сонымен түп санаға кірді енді ана жерде. Сөйтіп ол түп сананы бүйтесің, былай болады. Түбінде қорытынды шығатын сенің сол жаңағы санаңменен жұмыс істеп түп санаңды жаңағы сіз айтқандай бір белгілі бір кемелдікке жеткізіп алсаң дейді, ол сенің арғы шетіңде саған жақсылық пен жамандықты айырып беретіндей деңгейге жетеді дейді ғой. Яғни сенің сол түп санаң не нәрсені жақсы деп шешсе, сол жақсы болады дейді да. Не нәрсені жаман деп табатын болса, анықтайтын болса, ол нәрсе жаман болады дейді да. Ананы естіп мен шошып кеттім, енді ананы көріп.
Сосын одан кейін қой құрсын дедім, осы бар тілімізбен жүре берейік, ана ораторлық шеберлікті үйренбей қояйық. Дәл бүйтіп жаңағыдай адамды адастыратын болса деп екінші күніне бармай қойдым. Енді бұл жерде мен сұрағым ұстаз. Жалпы бізде қасиетті шариғатымызда жақсы жаманды не нәрсе айырады? Жақсы жаманды жалпы бізге айырып беретін нәрсе не ол? Адамның өз шынымен сол жаңағы ойы бір белгілі бір деңгейде санасы кемелдікке жеткен кезде ол жақсы деп тапқан нәрсесі шын мәнісінде жақсы бола ма, жаман деп тапқан нәрсесі жаман бола ма? Әлде оны бізге осыны бір белгілеп, қадап шешіп беретін нәрсе құралдар бар ма? Жалпы мынандай мәселе бар ғой бұл жерде. Сыртқы мәселелер бар. Сенің ішкі жан дүниеге қатысы жоқ. Яғни объективный мәселелер дейміз ба, дейміз объекті мәселелер бар. Ол жерде жақсы жаман, адал арам, оның барлығын шариғат өзі бекітіп көрсетіп қойған. Енді екінші мәселе бұл жерде мысалы өзіңнің өміріңде қандай шешім қабылдаймын деген сияқты мәселе бар. Мысалы, былай істесем дұрыс бола ма, былай істесем дұрыс бола ма? Екеуі де шариғат рұқсат беріп қойған. Ол екеуі де жақсы жол ғой енді. Бұл жерде қайсысын таңдасам маған тиімді деген сияқты мәселе бар. Енді сыртқы мәселелерде адал арам мәселесі, жақсы жаман мәселесі, бұл шариғатта бекітілген мәселелер. Шариғатта бекітілген мәселелер және әхлү-сүнна уәл жамағаның бір ерекшелігі. Мысалы бізде де Муътазила деген шыққан. Олар тахсин тақбих, яғни бір нәрсені жақсы деп білу, жаман деп білу, ол ақылға қайтады деген. Ал бірақ әхлү-сүнна уәл жамаа айтқан жоқ, ақылға қайтпады, ол шариғаттағы тексттерге қайтады деді. Шариғаттың жақсы дегені жақсы, жаман дегені жаман болды. Бұл жерде сенің ішкі жан дүниең ешқандай рөл ойнамайды. Сен бір мысалы харам нәрсені әдемі көріп тұрсаң да, оны дұрыс көріп тұрсаң да, ол харам ба, харам болды. Адал. Ал енді алдыңда мысалы екі түрлі жол тұр. Ол жерде қандай таңдау жасаймын деген кезде енді саған подсказка беретін, былайша айтқанда. Ол жерде шариғатымыз бізге мысалы бірінші истихараны үйретті. Ол да Құдайдан жәрдем тілеу. Алла тағала мен білмеймін. Әлгі дұғада келеді ғой. فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. Алла тағала сен білесің, мен білмеймін. Сенің құдіретің жетеді, менің құдіретім жетпейді. Сен ғайыптарды білушісің деді. Демек, бұл жерде менің ішімде бір күш жоқ, маған оны анықтап беретін. Менде онда ешқандай білім жоқ. Менің ішімде сенің бір бөлігің жоқ. Менің түпсанам бағанағы Құдайдың бір бөлшегі емес. Маған соны дамытсам ары қарай ажыратып беретін жоқ. О Алла тағала, мен бір әлсіз пендеңмін. Сен маған таңдап бер. Осы нәрсені менің жүрегіме сал. Яғни сенің тіпті жүрегіңе бір нәрсе салынып жатса да, ол сырттан келіп жатыр. Ол Құдайдан келіп жатыр. Ол сен күштің әсері? Иә, ол сен іштен шығып жатқан нәрсе емес. Іштен шығып жатқан нәрсе емес. Сенің жүрегіңе салынып жатқан нәрсені де саған кім салып жатыр? Оны Алла тағала салып жатыр. Алла тағаладан сұрап, Алла тағала хадисте келеді ғой. Юсалли хатта яншариха садруху деп бағанағы оның көңілі жай тапқанша деп келетін сөздер бар. Яғни оның көңілінің жай табуы, бір нәрсеге қарай бейімделуі, ол да Алла тағалаға дұға жасап, Алла тағаладан сұрады. Алла тағала сол нәрсені оның көңіліне, оның ойына салды. Енді ол жерде де мысалы адамның өзінің ішкі несі ойнап кетуі мүмкін бе? Яғни Алла тағала оған салмай, керісінше мысалы шайтан салуы мүмкін бе? Мүмкін бе? Иә, мүмкін. Ол адам мысалы егер ондай дұғасы қабыл болатындай адам болмаса, яғни Алламен байланысы дұрыс болмаса, онда оған керісінше шайтан келіп ой салуы мүмкін бе? Иә, мүмкін. Шайтан да адамға келіп ой салады. Осы нәрсе жақсы, осыны істесең деген сияқты. Сол үшін де, яғни жалпы біздегі бағанағы жақсы жаман деген мәселе бұл шариғат бекіткен мәселелер. Ол жерде
адам өзінің ақылымен немесе бағанағы түп санасын дамытумен жақсы жаман деген нәрсені ажырата алмайды. Ол ажыратылып жалпы бекітіліп қойылған мәселелер. Сол үшін де оған қатты бас қатырудың өзі керек жоқ. Ал енді тек қана сол таңдау мәселесінде сен Құдаймен бірге болсаң, әрдайым Құдайдан жәрдем тілесең, Алла тағала саған Алладан жәрдем сұраған кезде жәрдемін береді. Бұл да былайша айтқанда сырттан келіп жатқан, Құдайдан келіп жатқан күш. Ол таңдау енді бізде жақсы мен жақсының арасында болады ғой, дұрыс па? Жақсы мен жаманның арасында болмайды. Мубах нәрсенің арасында болады. Иә, мубах нәрсе деген яғни күнә емес нәрсе. Күнә емес нәрсенің арасында таңдау болады. Енді парызда таңдау жоқ, уәжіпте таңдау жоқ, ол түсінікті ғой. Бірақ басқа, мысалы, мына жұмысқа тұрсам ба, мына жұмысқа тұрсам ба, анаған үйленсем бе, мынаған үйленсем бе деген сияқты сондай бір шариғаттың өзі таңдау беріп қойған мәселелерде сен Құдайдан сұрайсың, Құдай өзі сені бағыттайды. Ол нәрсе сені бағанағы ішіңнен шықпайды, бағанағы ішіңдегі бір бөлік саған әсер етіп, Құдайдың бір бөлігі. Соның нәтижесінде бағанағы ажырату, таңдау болмайды. Ол дұрыс көзқарас емес. Аллаху алам. Алла разы болсын ұстаз. Арсен бауырым, бір маған нәрсені айтып берсең, жаңағы осы психология қашаннан бері сәнге айналды? Жерде енді сән болмаса қажеттілік дейміз ғой. Кейде біз қажеттілікті көреміз, мысалы ғылым тарихы жағынан қарастыратын болсақ, психологияны әрине адамзатқа кезінде белгілі бір себептердің айналасында әрине шешімдерді ұсынған. Яғни олардың шешімдерін болмаса пайдаларын түбегейлі жоққа шығару да дұрыс емес. Яғни адам жаңа ұстаз айтқандай тікелей тәжірибесіне, андай адам арасында араласуға мысалы сондай жолдары бекітілген нәрсе әрине тәжірибеге тікелей негізделгеннен кейін олардың нәтижесімен пайдасын бекітеміз, өздеріне тиесілі деп рахмет айтамыз. Иә, сондай тұстар болған. Енді бұл жердегі мәселе сән болып айналған кезіндегі жаңа қажеттіліктің айналасында деп қарастырсақ болады. Мысалы 19-20 ғасырға қайтарып, және күнімізде қалай бұл сәнге айналып кетті. Бұл сән шынымен қажеттілікке негізделген ме, болмаса ол қажеттілікті жасанды түрде өздері жасалған ба, ше, клиенттерін тарту үшін. Осы жағынан қарастыратын болсақ, енді көбінесе бізде айтады ғой, жаңағыдай көзқарастарды біз естіп жатамыз. Мысалы, не үшін қазір психологтар керек? Психологтар әрине керек қой, бірақ ислами психологтар сол үшін да, өзінің яғни деятельность, сол іс-әрекетін ақтап алу үшін ислами психологтар қазір керек, олсыз болмайды деп сондай тұжырымдарды айтып жатады. Не үшін деген кезде былай деп жауап келтіреді. Өйткені сол кезде психологтар қалай пайда болды, не үшін пайда болды деп себеп салдары байланыс ретінде мынандай ақпаратты берген. Яғни өйткені сол кезде мысалы халифат құлады 1924 жылы, мысалы Осман халифаты құлады. Құлаған кезде не істеді? Енді былайша айтқан кезде енді тікелей мұсылмандарды біріктіріп тұрған сондай бір жүйе құлады. Енді не керек? Адамдар сол кезде енді патша ауысқаннан кейін сондай проблематикалар болған. Патшаның ішкі әлемін көбірек зерттеген. Тіпті көбірек емес, 95-100% сонымен ғана айналысқан деген көзқарас. Сондықтан қарапайым халық мұнда қалып қойған дейді. Қарапайым халық қалып қойды деген сөз, онандай адамның осы әлемдік былайша айтқан кезде бүткіл қоғамды ұстап тұратын, яғни адам осы өмір сүрген кезде оның бүткіл жауаптарына жауап беріп отыратын сондай сұрақ пен жауаптар бар ғой. Онандай экзистенциалды жаңа сұрақтар және жауаптар дейді да. Мысалы, мен мысалы қаяқтан келдім, яғни қалай жаратылдым, мысалы өмірдің мәні неде, the meaning дейді ғой былайша, өмір мәні неде, моралды сұрақта, мен не істеймін, қалай істеймін деген нәрсе. Мысалы оларды бізде шариғат жауады да, яғни қалай істеймін. Қайдан келдім, не үшін келдім, қайда барамын. Тура осы, яғни экзистенциалды сондай негізгі адам, бүткіл адам соған қажет болатын жауаптар бар. Яғни сол кезде ислами элита, ислам ғалымдары оған қауқарсыз болып қалды дейді да. Яғни қарапайым халықтың арасында байланыс түбегейлі үзілді деп айтады да. Яғни байланыс үзілді, сондықтан мына жақта құтқарушы ретінде кімдер келді? Психологтар келді деп сондай көзқарас айтылды. Бұл жерде бірнеше мәселе бар да. Ең бірінші мәселе, Европаға қарайтын болсақ, ағарту дәуірі болады ғой. Ағарту дәуірі болған кезде, католицизм болмаса жалпы христиандық өзінің өзектілігін жоғалтады. Адамдар яғни алшақтай бастайды да, оны анықтама ретінде ғылыми мақалаларда болмаса еңбектерде the religion gap деп айтады да. Яғни діни алшақтық дейді да. Не үшін? Өйткені енді өнеркәсіп
революциясы болды, сондай кішігірім материалистік көзқарастар болды, мына жақта секуляризм бар деген секілді ше. Яғни адам сұрақтарына жауап берген кезде көбінесе теологиялық тұстарды алып тастайды, тек қана осы адами материямен өлшейді деген секілді ше. Сондай көзқарастар таралған кезде олар не істеді? Олар қажеттілік болмай қалды да христиандықты. Сондықтан мысалы осындай жауап бұл христиандардың ұрынған қателіктерін мұсылмандарға көшіру да. Бұл негізінде ғылымда ондай нәрсе жоқ. Бұл кәдімгі үлкен қате да. Бір нәрсені аргументация жасаған кезде мысалы оны перенесение свойств от частного к общему дейді да, былайша нақты бір жерде жеке болған жағдайды басқа бір неге алаңға өткізу дейді да, жай ғана көшіріп алу. Өйткені мұсылмандарға қарайтын болсақ, сол кездегі ислам ғалымдарына мысалы ұстаз біледі, атақты сол кезде кәдімгідей халықпен араласып, олардың қажеттіліктерін, діни болсын, өмірлік болсын, кәдімгідей сол үшін бірнеше кітаптар жазған, тіпті жаңа қудаланып сол басқа елге кетіп қалған, мысалы Мысырға кетіп қалған үлкен екі ғалым бар, мысалы шейх Мұхаммад Захир Каусари рахматуллахи алейхи, және шейх Мустафа Сабри рахматуллахи алейхи. Екеуі де халықпен кәдімгі тығыз байланыс болады, пәленбай еңбектері жазады. Мысалы андай сол кезде модернизм келеді, яғни батыстың несіне түсініктемелерін шариатты бұрмалап деген секілді. Сол кезде халыққа ана кітап бар, Ал-Асрарул хафия фи лугаил хилафатил аббасия деген кітап. Сол кезде Мустафа Сабридің өмірбаянын келтірген кезде жаңа адамдарға 22 жылдан бастап кәдімгідей андай не жасайды да, сақтандар, секуляризм деген нәрсе келеді, ертең діндеріне айырылып қаласыңдар, сыртқы жаңа әдемі болмысына алданып қалмаңдар, ертең дінсіз қалып қоясыңдар деген дейді. Бірақ халық оны елемейді. Елемейді да 24 жылы тағы да жарты жыл қалған кезде тағы айтады, ескертеді. Бірақ оны қудалап жібереді, кетіп қалады. Сосын бір кітабын сол Мысырда жазады да. Сол кезде халифат енді кәдімгідей қираған кезде болды. Адамдар несе сол кезде түсінді да. Ана келген кемализм, ол кәдімгідей бай заманға сай жаңа мәселе түсіндіру емес, керісінше кәдімгідей секуляризм былайша айтқан болмаса дінді толықтай алып тастау екен. Дін мен дінге қарсы күрес. Бірақ сол кезде өкініштің ешқандай пайдасы жоқ дейді. Сабақу сайф азлаху дейді да. Сондай бір арабтарда мақал бар, яғни болды десең еш нәрсе істей алмайсың, біткен іс болды деген секілді. Өткен іс өтті деген нәрсе ғой. Сондай мәселе. Енді осындай мысалдар көп та өте. Мысалы шейх Мұхаммад Захир Каусари ол да мысалы вахабтардың псевдосалафиттің арасында болған мәселе барлығы жаңағы дұрыс түсіндірме беріп, халықты дұрыс деңгейде, яғни дұрыс ақпаратқа қалдыру үшін жасады ғой. Енді осындай ақпараттар, осындай негіз материалдар болған себепті қалай біз айта аламыз? Ислам ғалымдары қарапайым жамаатпен байланыс үзілген, олармен жұмыс жасамаған. Сондықтан бұл христиандардың болған қателігін бізге көшіру да бірінші мәселе. Бірінші қателік былайша айтқан кезде. Екінші, сол кезде қажеттілікке қарайтын болсақ, сол кездегі сән бар. Мысалы айтып отырмық қой біз эпоха возрождения деген секілді, мысалы өндірістік сол кезде жаңа революция болған кезде негізінде дін бүткіл мәселеге жауап берген. Енді бұл тағы да бұл мәселе психологтардың пайда болуы, мұқтаж болуы. Бұл негізінде христиандық Европада болған. Ғылым тарихынан болмаса салыстырмалы діндер ғылымы деген бар ғой. Осы жағынан қарайтын болсақ, бұл христиандық Европада болған да қажеттілік. Өйткені не үшін? Бірден бір себебі жаңағыдай өзеттілік болмай қалды. Сосын Фома Аквинскийдің мысалы учениесі бар, томизм деген. Яғни бұл ақылға мысалы бізде не бар ғой, илмул калам, яғни Құдайды ақли дәлелдермен, яғни нақты дәлелдермен дәлелдей тұра саналы түрде ондай мойындау деген секілді, ақылға кішігірім дәлел дәйекті деңгейде. Сол кезде 19 ғасырда томизм құлайды, Фома Аквинский учениесі. Яғни адамдар дінді кәдімгі саналы түрде емес, бәлки кім Иммануил Кант келеді сол кезде. Иммануил Кант келіп, жоқ, дінді мен былайша айтқан кезде адам Құдайға мұқтаж, оның бүткіл жаңа сұрақтарын жауап, экзистенциалды сұрақтар бар ғой, соны жабады, былайша ешқандай қажеттік болмайды, жоқ, ол үшін емес дейді. Мен Құдайға дейді да, жаңағы прагматизм деген нәрсе негізін сол былайша қалайды да. Прагматизм деген осы дінді ұстаған кезде кейбір пайдалар бар. Сол пайда болған себепті ғана, пайда көздері үшін ғана мен осы дінді ұстанамын дейді да. Бұл ақли дәлелдерім болуы шарт емес дейді. Мысалы мен жақсы орта бар, мысалы мұсылмандар. Сол үшін араласамын, сол үшін мен мұсылманмын дейді. Былайша мұсылман емес, христианмын. Болмаса маған поддержка жасайды ақшалай деген секілді. Сол үшін мен христианмын деп айтады да. Сол кезде христиандық құлайды. Яғни саналы түрде Құдайға илану, ондай нәрсе болмайды. Сосын екінші жағынан секуляризм оларда болып жатады. Сол кезде жаңағы модернизм жаңа кезеңі бар ғой. Бүткіл діни мәтіндер адам қалай түсінеді, өзіне қайтару. Олардың былайша айтқан кезде өздері мәтіндері өздері түсіндіріп бастаған. Сондықтан христиандыққа былайша айтқан кезде церковь дейді ғой, шіркеуге ешқандай қажеттілік болмай қалды. Болмай қалғаннан кейін мына жақта кімдер келді? Сол кезде уже жаңа 19-20 ғасырда Зигмунд Фрейдтар келді. Сенде проблема бар ма? Болды, мен саған шешем, жаңа психоанализ дейді, сондай термин шығарған деген секілді. Сол кезде қажеттілік осындай да негізінде, именно жаңағы психологтардың пайда болуы. Сосын тағы да соғыс болады.
мысалы екінші әлемдік соғыс болған кезде қаншама адам соғыстан қайтқан кезде травмаға ұшырайды, күйзеліске ұшырайды. Иә, күйзеліс сондай болады. Кем дегенде 7 миллион адам қайтады да, олардың барлығына психотерапевттер қажет болады. Сондықтан осы жерде ажыратқан жөн да. Психиатр деген бар, мысалы бір больницада, мысалы ауруханада кәдімгідей адамға дәрі жазып береді. Мысалы кәдімгідей бір шешімді несіне айтса, дәрі жазып береді кәдімгідей. Ақылына ықпал еткен ауру да. Иә, кәдімгідей ықпал еткен сондай. Сосын мына жақта психолог бар. Көбінесе негізгі психологтар бұл кәдімгідей академика ғылыми алаңда дипломы бар, кәдімгідей сертифицированный мамандар. Сосын мына жақта психотерапевттер бар. Психотерапевттер сол кезде көбінесе андай сертификаты бар ғана адамдар, нақты кәдімгідей ғылыми түрде оқымаған адамдар психотерапиямен айналысатын болған да. То есть и осы кезде қарайтын болсақ, енді жаңа 7 миллиондай адамдар соғыстан қайтып келді ғой. Травма алғандар бар, болмаса DSM-ге қарайтын болсақ, DSM деген әлемдік жаңа диагноздарын көрсететін, жаңа адамның психикалық өзгерістермен соларға диагноз беретін DSM деген не бар, нұсқаулық дейміз ба, методичка. Яғни медицинада бүткіл жерде қабылданатын. Сол кезде пайда болады травма, жаңа болсын посттравматический стресс деген секілді. 7 миллион адам қайтты. Жаңа көп десек, сол кезде 3000 ғана психотерапевт болған. Енді 7 миллион адам, мына жақта 3000 ғана психотерапевт. Мыналардың жаңағыдай енді психикалық өзгерістерге болмаса кейбір күйзеліс жағдайларды кім түсіндіреді, кім олармен жұмыс жасайды. Сөйтіп негізгі хотя бы былай шахадасы бар, дипломы бар психотерапевттер, олар не істеген? Одан кейін барып мемлекет талап еткеннен кейін мына 7 миллион солдат бар, былай әскери адамдар бар. Солармен жұмыс жасау бізге көбірек мамандар керек дейді. Сосын уақыт болған себепті бір ай оқыды ма, 2 ай оқыды ма, бұл жарай береді дейді. Сосын жаңағыдай пәленбай психотерапевттер көбейген сол кезде. Бірақ ол белгілі ғана кезеңде болған, жаңа 7 миллион адаммен жұмыс жасап болғаннан кейін болды, олар енді немен айналысады? Нанды қалай табады былай шыққан кезде, сонда ақша керек, клиентура керек. Клиентура алып қалу үшін тағы да өздерінің позицияларын өзгертеді. То есть сол кезде осындай қажеттілік болады. Бірінші жаңағы ағарту дәуірі, жаңа христиандық Европа жаңа шіркеуден алыстау, оны қажет тұтпау былайша айтқан кезде, сондықтан оны жауап бермегеннен кейін былайша айтқан кезде, олар не істейді? Басқа сырттан жауатын сұрақтар жауатын алаң іздеген. Екінші соғыстан кейінгі жағдай, әлемдік деңгейдегі. Ал күніміздегі енді сәнге қайтаратын болсақ, бұл көбінесе мысалы бізде не болды? Мысалы уақыт жағынан қарайтын болсақ, 2019-2020-да кәдімгідей көп тарап кетті да олар. Психотерапевттер именно жаңағы психологтар емес, мысалы академик ғылыми алаңдағы мысалы бізде сабақтар болған, мысалы басқару психологиясы ондай емес, кәне оқып, оның үшін документін алған, яғни сыртта тыста, мысалы Америкадан 1-2 ай оқып алады деген секілді. Кәне психотерапевтте сертификаты бар. Олар көбінесе біз қарайтын болсақ, ковидтің кезінде 19-20 ғасырда пайда болған. Кені үшін жылдар. Иә, ВОЗ-ға қарайтын болсақ, Всемирная организация здравоохранения. Сол 2020-да мақаласын шығарады, жаңа зерттеуін. Адамның ішінде стресс, сосын депрессия айтып отырмыз ғой. Сондай жаңағы несі бар, ішіндегі жағдай бар, депрессиямен. Олар 25%-ға көтерілген дейді. Ол 20-шы жылы, 21-ші одан көбірек болған. Не үшін? Өйткені адам проблематика болса, ашық кезде, карантин болмаған кезде өзіне қажетті психотерапевтке баратын болған. 20 сеанс, 30 сеанс отырады, мәселесін шешеді әйтеуір, шешім ұсынып деген секілді. Бірақ ковид болған кезде мына жақта бізде не болды? Әл-хажр сахи болды да, яғни карантин болды. Карантин бұл не зат қалып барды? Андай тікелей бара алмайды да, тікелей бармаған себепті уже интернеттен іздейді. И мына жақта психотерапевттер болды, интернет алаңы ашық болды, медианы жайында жаула бастады. Көп психологтар, психотерапевттер 1-2 ай оқып алып, интернет медиа алаңға шығып бастағанда, осылай олай тез көтеріліп кетті да. Жаңа депрессия көтерілді, депрессияны шешу үшін барайын десе карантин. Карантин болмаса енді онлайн варианттар керек та. Сол кезде қатты көтерілген. 50 тіпті 50%-ға кәдімгідей көтерілген да кімдердің сандары. Бұл осындай қажеттілік бар ешқандай кезде. Ол енді сыртқы қажеттіліктер ғой. Сән, модасын болмаса сондай нәрсеге қарайтын болсақ, именно жаңағы жай ғана сертификаты бар мамандар, психотерапевттер халықтың арасында жүрген. Көбінесе осылай ғана пайда болған да, қатты өршіп былай шыққан кезде. Бұлар енді сонда не жаңағы не болып тұр ғой? Дилетант болып тұр ма? Не болып тұр? Иә, андай дилетант деп айтады ғой. Өйткені біз мысалы магистратурада оқыған кезде бізде үлкен апай бар, профессор кәдімгідей доктор психологиядан. Олар
бірнеше мәселелерді қарадық та зерттеп. Мысалы біз зерттеген нақты бір қараған мәселелермен соны біз кезген тақырыпты жай ғана мысалы айта салу емес, қорғайтын едік та. 4-5 адам болып қорғаймыз. Мысалы Әл-Фараби де сондай да, жоба қылып қорғаймыз. Сол кезде талқылаған кезде, апаймен талқылаған кезде, бүйткен кезде кейбір мәселе апайдың өзі объективті тұрғыдан жоқ, бұл дұрыс емес деп айтатын еді да. Яғни күнімізге психотерапевттен жасап жүрген ғылыми алаңнан тыс. Сондықтан оларды дилетант деп айтқан дұрысырақ та. Яғни мысалы сен ұстазың кім? Жай ғана психолог болсан, онда сен бұл психологияны қай жақтан оқыдың? Оқыса көбінесе сертификаттарын көрсетеді да. Тіпті диплом емес. Онда ислами десе, жарайды. Онда сен ислами ұстазың кім деген сұрақ туындайды да. Яғни екі әл-халал әл-манхажи дейміз ғой, былайша. Әдістемелік сондай бір бос жетіспейтін тұс бар да. Яғни жалпы психолог болсаң, онда хотя бы диплом болу керек. Кәне нақты қалай білеміз сен оны ғылыми деңгейде оқыған, нақты бір ұстаздың профессорына қорғап, сол үшін диплом алған да, былайша. Кәдімгідей маман халыққа жіберсек болады. Зерттеген, көп біраз кітап бетін ашқан, қараған, ғылыми жетекшісі бар деген сияқты ғой. Енді ұстаз мынандай жағдай болуы мүмкін бе? Өмірлік тәжірибесі бар, адамдармен араласқан, бір жағынан мысалы қоғамдық құндылықтарды, отбасылық құндылықтарды біледі. Кейде психолог деген кейде сол проблеманы шешіп беру үшін керек қой. Мен ойлаймын, өмірден тәжірибесі бар, кәдімгі біздің қоғамды жақсы білетін әжелеріміз бар. Жастар барса, отбасында проблема болып жатқан. Кәдімгі тәжірибесіне негізделіп, өміріне негізделіп, отбасы құндылықтарына негізделіп, мәселесін шешіп береді. Енді ол дипломы бар психолог болмағанымен, бірақ енді соның рөлін атқара алатын адам да, былайша айтқанда. Сіздіңкі мынау негізі тура не сияқты болып тұр. Кеше бір подкаст көріп отырмын, ана бір коучер ма кім? Менің діни білімім жоғары, бірақ дипломым жоқ деді. Тура солай болып тұрсыз. Тәжірибесі жоғары, бірақ диплом жоқ апалар дейсіз ғой. Сонда кәулей ма? Ондай жағдай болу, жалпы енді негізгі ережеге қайтатын болсақ, негізгі ереже сол, ол жерде маман болуы керек, иә. Ал бірақ кейбір енді ол сол психологияны жалпы зерттеген адам болмағанымен, кейбір мәселелерде дейік жарайды. Кейбір мәселелерде шешім ұсына алатын мәселесін мысалы тіпті бағанағы діни құндылықтарды айта отыра, мысалы уағыздай отыра, оның проблемасын шешіп береді. Бар ғой ондай әжелеріміз, Аллаға шүкір, жоқ емес. Енді оларды анау бағанағы бір-екі оқып алғандармен салыстырмағанымыз дұрыс болатын шығар енді бұлар енді жалпы, иә. Бұлар енді өмір көрген адамдар ғой, енді басынан өткерген көп жағдайды. Соны таразылап әбден шыңына жеткен да, былайша айтқан кезде. Олармен салыстыруға келмейді әлбетте ұстаз. Оны енді бұл жерде менің айтпағым, жаңа кім екі халал деп қалды ғой, жаңағы екі мынау психология оқып алған, менің сертификатым бар дейді, бірақ енді бір адамды зерттеу үшін, бір адамның ішкі жан дүниесіне үңіліп кіріп, соны ақтарып бері шығару үшін ол бір-екі ай бір жерде оқып алған нәрсе. Иә, ол психолог дейтін, бана психолог маман емес, психолог дейтін. Мына жақтан діни психолог дейтін, дінде де оқымаған. Дінде де оқымаған, діннен бір-екі жаңағы өзіңіз айтқандай, өзінің сол батыстық психологиясына бір тура келетін бір-екі аят хадисті бір жерден естіп алған, немесе шығарып алған, соны жаңағыдай сыртына жабыстырып, өйстіп ұрып жүр мысалы. Иә, қазір ойыма мысал келіп қалды. Өткенде кім біреу жіберді ғой, мысалы бір әйел кісі. Бала анасының дінінде болады. Иә, бала анасының дінінде болады. Не үшін Нух алейхиссаламның баласы әкесімен бірге кемеге мінбеді? Өйткені анасы кәпір еді. Енді Құранда келеді ғой, Нух алейхиссаламның әйелі кәпір болды деп. Демек баласы да сол анасының дінінде болды, сол үшін ол да кәпір болып кемеге мінбеді деп былайша айтқанда Құраннан айтып отыр, ал бірақ ол Құранның өзін не білмейді дұрыс, не әдейілеп жасырып отырған сияқты да. Жарайды, енді сен Нух алейхиссаламның баласын мысалға келтірдің. Неге Лут алейхиссаламның қыздары мысалға келтірмейсің? Мысал ретінде да. Лут алейхиссаламның қыздары анасының дінінде болған жоқ қой. Әкесіне ерді ғой. Әкесіне еріп, иә. Құранда айтады ғой, отбасыңды алып кет, әйеліңнен басқа дейді.
әйелі қалады әлгі қауымдар бұзылған қауыммен бірге, басқа отбасын яғни қыздарын былайша айтқанда алып Лут алейхиссалам шығып кетеді. Қыздары бұл жерде анасының дінінде болған жоқ қой. Одан кейін қатынның ұстанымымен айтсаңыз парадокс болып тұр дейсіз ғой. Бұл жерде яғни мысалы бір мысалды айтып жатыр да бір нәрсені дәлелдеу үшін, бірақ мына жақта екінші мәселе бар. Сол үшін де оған ғылыми не керек та. Енді ол жерде Нух алейхиссаламның баласы балиғат жасына жеткен ақыл есі толық бала болса, Лут алейхиссаламның қыздары тура сондай болатын болса, ол жерде ол әкесінің дінінде деп те айтылмайды, анасының дінінде деп те айтылмайды. Өйткені ол балиғатқа толғаннан кейін таңдауды өзі жасайды. Оның өзінің жеке діні болады. Ал балиғатқа толғанға дейін әкесінің немесе анасының дінінде деп негізінде бұл жерде яғни оған кім ретінде мәміле жасаймыз кішкентай балаға? Мұсылман ретінде ме немесе мұсылман емес ретінде ме? Ол жерде де ғұламаларымыз айтады, қайсының діні, егер әкесі мұсылман, шешесі басқа болатын болса, немесе керісінше болса, енді күнә, бірақ үйленді, мұсылман әйел, мысалы мұсылман емеске үйленді делік. Ол кезде енді неке дұрыс емес қой, бірақ кімнің дінінде болады деген кезде, мысалы мұсылман, кім мұсылман, соның дінінде болады. Бұл жерде сондай бір фихта қаралған, ақидада қаралған мәселелер бар да, оны түсінбейді. Ол әйтеуір бір жерін жұлып алып, сөйтіп осындай бір кәдімгідей бір тұжырымдама айтып жатыр да. Бұл жаңағы дилетантқа мысал ғой, енді дилетант дегендерге мысал ретінде айтып жатқан ғой. Қызды ол әйел енді ана қызды шешесіне еретін қылып дәлелдеу керек болды да соны. Мына аятты бір жерден естіп алған, соны алып өзіне дәлел қылып отыр ғой, былай негізсіз былайша айтқан кезде ұстаз. Енді осы тұста мысалы ұстаз мына фитрат деген нәрсені ашып кету керек сияқты. Фитрат дегеніміз не нәрсе? Исламда фитрат деген ұғым бар ғой, сондай түсінік бар. Себебі бұны екінші бір жағы жаңағы кейбір осы исламды насихаттап жүрген коучерлер бұрын туған кезде рухани сау болып туылатын еді, ал қазір енді рухани сал болып туылады. Содан кейін бала өскеннен кейін Құранмен кездескен кезде, Құранға жолыққан кезде Құранды түсінбейтіндігі содан дейді да. Осы нәрсе қалай енді ол? Бұрын балдар туылған кезде рухани сау болып туылатын, қазір туылатындар рухани сал болып туылады екен. Дұрыс па осы әңгіме? Бұның дұрыс бұрысын анықтау үшін фитратты түсіндіріп беруіңіз керек сияқты бізге. Жалпы енді ол бұнымен не айтпақшы, бұл мәселені қайдан алды, рухани сау деп нені айтып жатыр, рухани сал деп нені айтып жатыр, оны тағы да қосымша анықтап сұрау керек. Ал енді жалпы фитрат мәселесіне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күллу маулудин юладу алал фитра, әрбір жаңа туылған нәресте фитратпен туылады дейді. Фитратпен туылады. Фитратпен туылады деген сөздің мағынасы не? Фитратпен туылады деген яғни ол былайша айтқанда ақ парақ болып туылады. Ақ парақ болып туылады. Кішкентай туылған бала ол мұсылман да емес, ол кәпір де емес. Неге? Өйткені біріншіден Алла Тағала Құран кәрімде айтады. Аллаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a. Алла Тағала сендерді аналарыңның қарнынан еш нәрсе білмейтін етіп шығарды деді. Ал енді мысалы біз біреуді мұсылман дейтін болсақ, мұсылман деген яғни ол Алла Тағала ла иляха илlalloh Мұхаммад расулулла, Алланың бар екендігін, бір екендігін біледі, соны бекітеді және басқа құдайларды терістейді, жоққа шығарады, пайғамбарымызды мойындайды. Былайша айтқанда ол білім. Ал жаңа туылған балада білім бар ма? Ондай ешқандай білім жоқ. Ешқандай білім жоқ. Сол үшін де ол ақ парақ сияқты. Ал енді ол бағанағы кімнің дінінде болады деген мәселе, ол дүниеде, бұл дүниеде оған кім ретінде мәміле жасаймыз деген мәселе ғана. Ал дінді бала балиғатқа толғаннан кейін өзі таңдайды. Не мұсылман болады, не басқа болады. Сол үшін де жалпы фитрат деген бұл сондай таза болмыспен туылады деген мағынаны білдіреді. Таза болмыс. Ол бұрынғыларда тура солай туылды, қазіргілерде тура солай туылады. Яғни бұл фитрат жағынан ол адамның, бұл жерде ешқандай
айырмашылық жоқ. Бұрынғылар да тура солай таза парақ болып туылды, қазіргілер де таза парақ болып туылады. Енді басқа бір мәселе ойға келіп тұр, жарайды, енді оны ашсақ тағы да қосымша ашылып кетер ол. Тектілік, тексіздік, мысалы бағана әкесінің жағдайы, анасының жағдайы, ол әсер ете ме, етпей ме деген сияқты дүние бар ғой енді. Ол енді екінші бала тәрбиесіне қатысты мәселе ғой. Анда рухани сал болып туылады, немесе рухани сау болып туылады деген ол бағанағы дұрыс отбасында дүниеге келді ме, тақуа отбасында дүниеге келді ме, қандай отбасында дүниеге келді, оның оған әсері бар ма жоқ па деген сияқты мәселе бар. Енді ол бөлек екінші мәселе. Иә, оған кірмей ақ қояйық. Арекеңе бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы мынау қазіргі таңда өздерін біз ислами психологпыз деп атап жүрген кісілер шын мәнісінде осы исламға сай шешімдер ұсына ма сол алдына келген адамдарға? Әлде немесе дәрістерде деген секілді. Жалпы базалары қандай олардың? Так, бисмилля. Жаңа алдын бір түртіліп кетті, айтылып кетті, бірақ осыны ашықтап нақты бір дәлелдермен, сөздермен тоқталып айтып кетсең. Енді көбінесе біз интернеттен байқайтынымыз, енді ислами дейді, жаңа сол теліну біз айттық қой басына, ислами деу үшін кәдімгі исламмен байланыс болу керек. Яғни ислами құндылықтардан, ақиданың негізіне сай болып, негізі көзқарастарының елегінен өту керек та, керісінше болып кетпеу керек. Сосын тағы да енді ислами деу үшін, енді исламның негізгі құндылықтарына, шешімдеріне сай жауап береді деген мәселе деп айту, сол нәрсе дұрыс болу үшін олардың ұстаздарына қайту керек. Мысалы, ислами психолог деп өзін атаған адам, оның ұстазы кім? Мысалы, бізде ана не бар? Оған ислами базалық бір білім беріп отқан нақты бір ұстазы болу керек қой. Дұрыс, иә. Мысалы, ұстаздар білесіздер, бізде не бар? Харис Мухасибин рахматуллахи алейхи жаңа рисалат мустаршидин бар. Сояқта ұстазы екіге бөледі да. Шейх тадрис, шейх тәрбие, шейх мурабби деген, шейх тадрис тек қана сабақ беретін, сол сабақтың айналасында ғана болады. Сабақтан тыс былайша айтқан аудиториядан шыққан кезде бұл байланыс үзіледі. А шейх тәрбие болмаса шейх мурабби деген былайша айтқан кезде сен рухани тәрбиешің, саған осы кез келген ғылымды үйренген кезде саған дұрыс бағыт бағдарды қойып беретін, әрдайым сенімен байланыс ұстап отыратын. Тіпті күніміздегі оны қандай ұстазбен байланыстырсақ болады, сен оған іздемейсің, ол сені өзі іздейді да. Сол сені былайша айтқан кезде яғни ғылыми жетекші дейді ғой былайша айтқан кезде. Сол рухани ұстазың сондай болу керек. Осы ислами деу үшін осындай ұстаз болуы керек негізінде. Яғни бастан бастап саған исламның негізгі структурасына, ілімдеріне сай, дұрыс көзқараспен елегінен өткізіп берген ұстаз болу керек. Бірақ көбінесе біз байқайтынымыз өздерінің ұстаздарын айтпайды. Мен ұстазым дейді да, бірақ мысалы ұстазы өзі тоже басқа өркениет, басқа мәдениетпен сусындаған адам болып шығады да. Яғни ол енді ислами деу үшін ұстаздың өзі ислами ілім алу керек та. Мысалы, ұстаздары айтылмайды. Кім сенің ұстазың? Жаңағы ұстазымыз, Ерсін ұстазымыз айтқандай, ақидан жоқ дегенде, как минимум ақиданы оқыған адам болу керек дейсіз ғой. Дұрыс, иә. Өйткені бізде сәнат дейді ғой. Сәнат мина дин дегенде мысалы әсәрлер бар, иә, болмаса жаңа хадис мауқуфтар дейді ғой. Сондай бір қатты сөздер бар, яғни тізбек бұл діннің түбегейлі жартысы, болмаса сол діннің өзі дейді да. Болмаса жаңа тағы мынандай нәрсе бар, мысалы әс-сәнат мин жаңа әс-сәнат силахул муъмин фа иза лам якун мааху силах фа би ай шейин юқатил. Яғни жаңа тізбекті алатын болсақ, яғни сенің ұстазың ол қаяқтан ілім алды, ол кімнен алды, қалай сусындады деген нәрсе сенің сол дұрыс ұстаздың арасына байланыс тізбек болуы дейді да. Бұл осы кез келген мұсылман адамның дәлел ретінде қолданатын қаруы дейді. Сондықтан адамда ондай тізбек болмаса, яғни нақты сенімді ұстаздардың құралған сондай тізбек болмаса, онда интеллектуалды алаңда ол қалай былайша айтқан кезде сондай интеллектуалды идеология соғысқа шығады. Былайша айтқан кезде біз тексерген кезде сен маған ұсынып жатқан шешімдерін исламның түсіндірмелеріне сай ма, сай емес па деген қалай түсінеміз? Сен ұстазым дейсің, бірақ ұстаз деген менің ұстаз, мысалы біз айтамыз ғой, Ерсін ұстаз былай деп айтты, мысалы Жанболат ұстаз былай деп айтты, Еркінбек ұстаз былай деп айтты. Атын атап түсін түстеп. Атын атап айтамыз. Тәдлис жоқ, яғни фальсификация болмаса андай подтасовка деген нәрсе жоқ та. Мысалы хадис саласында бұл нәрсе қатты бізде сынға алынады да. Мысалы мақтан тұтып айтамыз ғой, біз Ерсін ұстазымыз былай айтты, пәленше ұстаз былай айтты деп ше, мысалы жасырмай. Адамдар сондай сенімділік танытады да, оларда ондай нәрсе жоқ. Мысалы бізде қатты сөгіледі да, тәдлису шуюх болмаса деп айтады да, андай ұстаздар шатастыру, ұстаз нақты айтпайсың кім екенін, өйткені сен оны айтсаң білесің, адам саған сенбей қалатын. Мынау былайша айтқан кезде өзі де дұрыс оқымаған ғой, болмаса исламға қатысы жоқ қой сен ұстазың деген секілді. Сондықтан бұл жерде ажырату керек. Сен негізгі фундамент ретінде алған исламға сай ма шынымен, исламның ішінде болса кім ұстазың? Мысалы Түркиядағы ұстаздарың ба,
бұл бірінші мәселе. Ұстаздарың кім? Екінші, сен қандай кітаптардан жаңа ислами психологияны үйрендің? Олар кітаптарында айтпайды ғой. Мысалы бір нәрсені келтіреді да, көзқарастарды. Адамдар ау дейді да, андай кәдімгідей мә не деген сөздер дейді да. Бірақ қарасақ, взрыв мозга дейді. Взрыв мозга дейді да, андай жеңілтек ми дейді ғой, андай әр нәрсеге жарыла беретін деп ше. Сондай мысалы Шейх Абылай айтпақшы. Сол кітаптарында келтірмейді да. Өйткені қараған кезде кем дегенде ислами психолог болу үшін сен мысалы кез келген түпнұсқаға негізделу керек қой. Мысалы кез келген ғылым фундамент ретінде арабша нұсқасына қарайсың да, ислам дегеннен кейін. Оларда арабша жоқ, енді былайша айтқан кезде инструмент жоқ та, негізгі инструмент араб ғылымдарына, былайша айтқан кезде ислами ғылымдарына. Араб тіл болмағаннан кейін бізде вариант ретінде тек қана екі тіл қалып тұр да, кем дегенде. Үш десек болады. Орыс тілі, сосын ағылшын тілі және түрік тілі. Көбінесе біз олардың қараған кезде көріп жатамыз, көбінесе түрік әдебиеттерін негізделетін сияқты. Бірақ нақты өздері айтпайды. Олар ұстаздарын кім және қай кітаптардан келтіріп жатқанды айтпайды да. Бірақ өзінің сөзі сияқты айтып жатады да. Негізі өзінің сөзі емес қой. Ар жағында бір источник бар да, бірақ явно арабша емес. Сосын бір ақпарат келді, олар футухат Мекке. Жоқ, арабша болу шарт па ол? Арабша болу дегендегі мақсат просто сен нақты бір ислами негіздермен оқытқан ұстазым бар деген сөз ғой, былайша айтқанда. Сосын былайша айтқанда арабша еңбек. Сол мақтута мысалы түпнұсқа деген секілді сондай да. То есть сондықтан олар батыс Европаның мәдениетіне негізделген психология, өйткені эпистемология жағынан соған негізделеді да. Таным бұл былайша лаборатория да. Сен одан туындаған білім, біреуге ұсынған жауабын, бұл былайша айтқан кезде соның жемісі сол лабораториядан шыққан обработанный бір былайша айтқан кезде нәрсе да, былайша айтқанда. Қандай идеологиядан шығады? Асылында сондай идеологияның бір жемісі болады да. Сондықтан бұны қарау керек. Кез келген адам негізінен сұрау керек. Сен ислами деп жатсың, сен ұстазың кім деп өзін құрметтейтін адам, өзінің ғылыми емес, былайша ақыл потенциалын өзінің тұлға ретінде құрметтейтін адам кем дегенде сұрау керек. Шынымен мен саған өзім отбасылық мәселемді, осындай мәселемді тапсырып жатырмын. Сен маған мысалы, сен маған ұсынатын шешім шынымен исламның төңірегінде ма, ұстаздарың кім деген осындай мәселе ұсыну керек. Өйткені кейбір мәселелер біз естіп жатамыз, медитация болмаса, проработай родители. Маған да шығады, мысалы, проработай родитель деп қайта айтыншы. Ата-аңана сен проработка жасайсың да. Бұл айлмун нәфс емес, яғни айлмун нәфс терминология жағына алатын болсақ, сен өзімен айналысатын ғылым ғой. Өз-өзін тану. Былайша айтқан кезде. Ал бұл айлмул ахаринға айналып бара жатқан сияқты. Яғни сен өз-өзімен жұмыс жасамайсың, сен по умолчанию жақсың да өзің. Жаңағы сен біреу критиковать етсе, ол да дизлайдинг, шейминг сондай бір терминологиямен ғана атсады да, былай ешқандай шешім ұсынбайды да, проработай родителей дейді. Сен проблема сенде емес, проблема ата-анаңда дейді да. Ондай нәрсе жоқ қой. Ондай нәрсе жоқ. Баладан гөрі әкенің болмаса ата-ананың хақысы көбірек баланың алдына келген кезде ше, көбірек талап ете алады да. Олар да керісінше проблематика ұсынған кезде, проблема былайша айтқан кезде ата-анаңда сол саған әсер етті деген. Сосын жаңағы басына біз кішігірім атап өттік, аффирмация деген нәрсе де айтылады. Визуализация деген нәрсе де айтады. Оның несі жаман дейді да. Андай хадистермен қуаттағысы келеді. Бірақ мысалы айтпақшы, әдемі жаңағы қораптың ішіне бүйтіп әсемдеп қою, іші жаңағы бұрыс болса да, бұл мысалы дискуссиядағы болмаса бүйтіп дәлел ретінде келтірген логикалық қателердің бірі да, ол рефрейминг деп атайды. Рефрейм яғни бір нәрсені сыртқа рамкасын ауыстыру. Мысалы андай әдемі емес сурет тұрады, ешкім көңіл аудармайды да, өйткені онша емес, құндылығы жоқ. Бірақ оның сыртын әдемілеу арқылы, мысалы сыртына әдемі рамканы іледі, күшті әсем. Сөйтіп ана бір суреттің құдды бір жаңағы бір құндылығы бар сияқты пайда болады да. Негізі құндылығы жоқ қой. Сыртқы несін, обложкасы дейді ғой, соны кигізеді да, адамдарға жаңағы күшті қылып әкеліп береді да. Бірақ негізінде теория жағынан алып беретін болсақ, олардың кейбір жаңағы теориялары болмаса концепциялары тәжірибе жағынан негізі андай шешім ұсына алмайды да. Енді бір ғана шешімдері мысалы тіпті былай ғылыми алаңдағы да кейбір мысалы андай егер де шынымен ғылыми негіздерге өткізбесе, мысалы Джизи Синглдың кітабы бар, The Quick Fix деген, яғни жылдам шешімдер. Сол жақта астында келтіреді, психология деген сән не үшін күндіздегі жаңағы андай социум дейді ғой, қоғамның мәселесін шеше алмады дейді да. Сол кезде мысалы Джон Дьюлидің жаңағы мынандай позициясы келтіріледі, яғни суперхищник дейді да. Суперхищник былайша. Сол кезде мынандай мәселені ұсынады. Сол кезде жасөспірім балдар, подростктар дейді ғой, көп адамдарды өлтіріп, соған былайша айтқан кезде не болғанда да көбірек тартынатын болған. То есть андай зерттеген кезде психологтар сол кезде айтқан 90-шы жылдары болғанда, бұл дейді да, кезінде ата-аналарынан детский травманы көрген адамдар дейді да. Бұл детский травманың көрінісі дейді да. Детский травма болған себепті олар өскен кезде жаңа кәдімгі қатыгез адамдарды өлтіруге сондай бейім болып тұрады дейді да. Бірақ сол кезде ғалымдар оны зерттемеген және критика бермеген.
бірақ кейін барып ол ондай концепция жалған екен шығады да. Не үшін? То есть осындай нәрсе шығады, сосын барып бірақ ол екі қатеге алып барады да. Бірінші қате жаңағы балиғатқа толмаған балдарды соттай бастайды. Не үшін дәлелдемеген десеңіз, өйткені сол кезде жаңа крокс дей ма, болмаса бір нашаның бір наркотиктің бір түрі сатылып атады. Екіншіден қару бар ғой, қаруға ашық доступ ашылады. Негізгі себептер осы екеуі дейді да. Наркотикқа деген жеңіл доступ, екінші жасөспірімдерге деген қару беріп қойды. Сондықтан детский травманың мүлде қатысы жоқ дейді да ол жақта. Сондықтан бұндай жылдам шешімдер, жай ғана термин атысу, проблема сен атаңында бүйт, визуализацияны жаса, болмаса жаңа аффирмация жаса, бұл андай күшті терминдер, адамға естілетін, тартымды болғанымен ішкі болмысы ешқандай тәжірибеге негізделмеген. Осы жағынан тоже абай болу керек та. Өйткені ондай көзқарастар көп. Алла разы болсын. Алып қосаңыз жоқ па ұстазым? Жоқ. Ұйқыңыз келіп отқан сияқты. Уже уақыт болып қалды. Онда алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге Алла разы болсын. Негізі айтылатын біраз әңгімелер бар еді, уақыттың тығыздығына байланысты тоқтатуға тура келіп тұр. Иншалла, бәлкім алдағы уақытта жалғасын түсіріп қалармыз иншалла. Сіздер уақыт бөлсеңіз. Иншалла. Алла разы болсын. Амин. Ассаламу алейкум. Алла разы болсын.